Billahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thumma ma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli baular. Baular bizler jam vasa fi din va dunya. Dünya және axiretimizge өсиет деген әдеп туралы кітап өтіп келе жатырмыз, кітап бойынша. Өткен дәрісте не тақырыбында дәріс өттік? Шайтанның уасваса қылуы, шайтанның азғыруы, сол тақырыпты өттік. Бүгінгі дәрісіміз тақырып бойынша. Өткенде жаңа уақытымыз кішкене өтіп қалдық, соған байланысты сабақ сұрай алмай жатырмыз сіздерден. Нәпсіл аммарат бису, жаманшылыққа бұйыратын нәпсі туралы болады бүгінгі дәрісіміз, нәпсі. Бүгінгі дәрісіміз сол тақырыптың айналасында болады иншалла. Allah subhanahu wa ta'ala Ali İmran suresinin 30. ayetinde Allah Teala dedi: Euzubillahimineşşeytanirracim. Yevme tecidu kullu nefsin ma amilet min hayrin muhdara ve ma amilet min su'in teveddu lev enne beynehu ve beynehu amadan ba'ida. Ve yuhaddirukumullahu nefse vallahu raufun bil ibad. Ертең қиямет күні кім жақсы амал жасаған болса, оны көреді, ол амалдарын. Жаман аманшылық жасаған болса да, оны да көреді. Сол жаман амал себепті ол өте ұзақта, алыста, жақындаған көресін дейді. Алла Тағала сол нәпсілердің, жаманшылыққа бұйыратын нәпсілеріңден Алла Тағала сіздерді сақтандырады. Алла Тағала пенделеріне ол мейірімді. Демек, мына нәпсі деген нәрсе қазір күндегі орысша айтатын болсақ, мотивация деген бір сонда термин бар. Нәпсі бұл мотивация. Жақсы амал істеуге де нәпсі керек болады бізге. Егер нәпсіні жақсы амал жасатуға тәрбиелей алмасаң, оны нәпсі сені жаман амал жасатады. Енді кейде мынандай сұрақтар қойылады: нәпсіден қалай құтылсам болады? Жоқ, нәпсіден құтыла алмайсың. Нәпсіден не істей алмайды адам баласы? Құтыла алмайды. Дене мүшеміз секілді Алла субхана ва тағала біздің нәпсімізді сол бір мүшеміз сияқты беріп қойған бізге. Болды, мына өмірде нәпсіден құтыла алмаймыз. Және нәпсін пайдалансаң жақсы ол. Былайша айтқан кезде бір жақсы амал істеу үшін де адамға шабыт керек. Ол шабытты оятатын нәпсі болады. Қараңыздар, тамақ жеу үшін де нәпсінің саған шабыты керек. Ұйықтау үшін де, білім алу үшін де, кез келген нәрсеге адамға шабыт керек, шабыт. Сол шабыттың деп айтқан сол мотивация сол. Сол нәпсі сол. Сол нәпсін тәрбиелей алса, оны мамандар былай түсіндіреді. Түйені мініп алсаң, түйе саған бағынады, көлік ретінде өзің қажетіңде пайдаланасың. Егер түйеге міне алмасаң, түйе сені мінеді, сені өлтіреді дейді. Түйені арқалап қалай жүре аласың сен? Мамандар солай түсіндіреді. Түйеге мінсең, сен үстіне міне алсаң, онда сен нәпсін бағындырасың да, нәпсі сен айтқаныңмен жүреді дейді. Егер бағындыра алмасаң, ол сенен кетіп қалмайды, не істейді ол? Онда сенің үстіңе мініп алады дейді. Түйе сенің үстіңе мінген секілді болады. Ол кезде жағдай қиын болады. Алла сақтасын. Міне Алла Тағала Құран кәрімде соны ескертті. Енді нәпсінге байланысты бірнеше мәселелер бар екен. Міне нәпсіге байланысты. Али Имран сүресінің аяттың не саны көрінбей тұр. Я юхаллазина аману сбиру ва сабиру ва рабиту ваттақуллах лааллакум туфлихун. Иманға келгендер сабырлы болыңдар, мықты Алла Тағаланың дінін ұстаныңдар, Алла Тағала тақуалық жолмен қорқыңдар, мүмкін құтыларсыңдар деген аят келтірді. Осы жерде рабиту деген, мықты болыңдар, мекен болыңдар, нәпсіге байланысты айтып жатқан жері осы жер, рабиту деп айтқан, нәпсіге байланысты. Осы рабитуды, яғни мықты нәпсіңді тежеп, нәпсіңді бағындырып, мықты болыңдар деген аяттың ғұламалар мынандай 4 мәселені шығарады. Бүгін дәріс осы 4-інің айналасында жүреміз де қаласы. Бірінші мәселе бил мушарата, ал-хисаб қабл ал-амал. Бірінші мәселе амал жасамай тұрып шарт қою. Әлі амал жасаған жоқсың. Бірінші не істейді? Шарт қояды. Амал жасамай тұрып шарт қою. Қазір түсіндіресіз, шарт қойды атқан не нәрсе? Шамс сүресінің 9-10 аятында Алла Тағала айтады: Аузубиллахи қад афлаха ман заккаха ва қад хаба ман дассаха дейді. Садақаллаху алазим. Кім
оны ескеріп, еске алып, ойланып істеген болса, ол құтылды дейді. Кім оның ғафлетте қалып, одан алыста болған болса, ол қасіретке ұшырапты дейді. Бір нәрсе істемей тұрып, демек адам ойлану керек екен. Шарт деп атқаны, демек бұл саудагердің бір несі секілді дейді бұл жерде. Саудагер мысалға екі серіктес, екі адам деп айтайық, серіктесі бір саудамен айналысқан көрінісін келтіреді мына жерде мысалға. Сөйтіп екеуі ақылдасып шарт қояды екен. Біздің мынау бизнесіміз жалпы, жұмысымыз қай бағытта өрбейді? Бизнес план дейміз ғой, олар бизнес планын құрады бірінші. Не өндіреміз? Не сұраныс бар мына жерде? Әлі жұмыс басталған жоқ. Бірінші адам нені ақылдасып кеңеседі ғой. Соны амал жасамай тұрып, нәпсіге сондай шарт қою керек екен. Мен Құдай қаласа білімге барамын. Білімге барғандағы себебім, мен ол білім маған парыз екен деп нәпсіге шарт қойып алу керек екен. Немесе біреуге көмектесейін деп жатырмын. Көмектесудегі негізгі мақсатым менің қазір, біліп қойсын. Бұл Алла Тағаланың Құрандағы аяты екен, жақсы амалдың бір түрі екен. Және мұсылманға Расулаллах айтқандай бір қамқоршы болу, адам денесі секілді деп айтқан еді. Сол өзімнің міндетімді атқарайын деп нәпсіге шарт қояды екен. Сол шарт қойылған кезде нәпсіге, жаңағы саудагерде өз бір-біріне шарттарын қойды ғой, екі серіктес өздерінің шарттарын қойды. Жақсы, мен сен 5 жыл серіктесіп істесем деді, мысалы 5 жыл. 5 жыл бойы ақшамды салам деді, уақытымды салам, бәрін саламыз, бірақ 5 жылда егер армен қарай тағы да бәрі ойланып көрем, 5 жылдан кейін мүмкін армен қарай договорды тағы созып істесе беретін шығар мүмкін. Ол екеумізге байланысты. Бірақ 5 жыл бойы мен бірге істесемін де екеуі шарт қояды бір-біріне. Договор дейміз ғой, қол қояды. Сол сияқты амалдан бұрын нәпсіге осындай нәрсені үйрету керек дейді. Бірінші жол не екен? Шарт қою керек дейді. Енді оның шартты қалай қоямыз десе, шейх айтады: "Иза асбахал абд ва фарага минал фаридатил субх, янбағи ан юфаррига қалбаху саатан ли мушаратын нафс." Мысалға, таңертеңнен бастайтын болсақ, таң намазды оқып болғаннан кейін дейді. Таң намазы парыз ғой. Таң намазының парызын оқып болғаннан кейін жүректі бір сағаттай кішкене бір бос қалдырып ойлану керек дейді. Сөйтіп нәпсіге шарт қою керек. Кәм анна тәжір айнда таслимихил бидаата иля шарик юфригул мәжлил мушаратын. Тіпті жаңағы серіктес жұмысты бастамай тұрып екеуі мәжіліс құрып екеуі сөйлесті ғой дейді договорға. Сол сияқты әлі амал басталмай тұрып, жаңағы қараңыздар, парыз ол онсыз да орындалатын амал. Оған кіріп жатқан жоқ. Парыздан кейін деп жатыр. Бір сағатта кішкене отырып ойланып, бөлмені жауып, отырып қарау керек екен. Міне бүгінгі Алла Тағала нәсіп етті, маған бір күн берілді. Алланың сыйы бүгін. Маған Алла Субхана ва Тағала бүгін және бір күн амал жасап қалудың мүмкіншілігін берді. Әй нәпсі, сен тыңда мені. Біз бүгінгі күнімізді енді кешегідей өтіп кетпесін былай да былай. Бүгінгі күніміз иншалла бір сауапты өткізейік. Мысалы жаңа екі серіктес атқан саудагер қалай сөйлесті? Кеше өтіп кетті былай уақытымыз екеумізде. Болмайды. Әр күніміз осылай өте берсе, уақыт өте беріп жатыр. Ана аренда несін төлеу керек ғимараттың. Болмайды ондай. Деп екеуі ақылдасады ғой. Сол сияқты нәпсімен де таңертең адам жаңағыдай шарттарын қою керек дейді. Фаяқули нәпс, нәпсіге былай деп айтасың дейді. Хаза яум жадид қуд ахмана Аллаху фейхи ва анама алайя бихи. Нәпсі, Алла Тағала бүгін жаңа күнді және бізге сыйлады. Міне, жаңа күн келді таңертең. Және Алла Субхана ва Тағала нығмет, мына үлкен нығметті бізге берді. Валау тафани ла кунту атаманна ан юржи'ни иля дуnya яуман вахидан хатта амал фейхи салихан. Мысалға, нәпсі, сен қара. Егер адам өмірден өтіп кетсе, Құранда аят бар сондай. Фаржи'уни. Өткен адам өмірде өткен кезде бәрі ақиқат көрініп кетеді. Бәрі анық, айқын білініп кетеді. Сол кезде пенде Аллаға жалынады: Алла, мен қайтаршы ар жаққа. Бір күнге болса да. Мен барамын да сенің айтқаныңды орындап,
тәубама келіп соны жасайтын едім деп жалынады дейді. Құранда аят бар сондай. Фаржиауни, қайтаршы деп. Бірақ олар қайтпайды. Енді шейх айтып тұрғаны нәпсіге таңертең мысалға міне күн келді, таң намаздан кейін ойланып жатқан кезде нәпсіге айту керек. Нәпсі, сен білесің ғой, адам өмірден өтіп кетсе, Аллаға жалынады. Қайтаршы ар жаққа, бір күн берші маған. Міне Алла Тағала бізге ар жаққа бармай тұрып, біз екеуміз келісе алайық. Алла Субхана ва Тағала бүгін бізге жаңадан күнді берді. Енді бұл күнімізді жақсы амалмен өткізейік. Фахсиби я нафсу аннака қад туфет сумма рудитта фа ияка сумма ияка ан tudия хазал яум. Мысалға сен былай елесет, біз өмірде өтіп кеткен едік, Алла Тағала бізді қайттан өмірге қайтарған секілді сезінейік екеуміз. Міне бүгін күнімізді жай былай бекершілікпен өтпесін деп айтасың дейді. Я'лами я нафсун аннал яум вал лайла 24 саға. Әй нәпсі деп айт дейді. Бір күн бір түн, яғни 24 тәулік, яғни 24 сағат бір тәулікте. Алла Тағала бізге уақыт берді. Вақад варада фил хабар аннаху юншару лил абд би кулли яум ва лайла 24 хазанатан масфухафат. Өйткені кітаптағы келген деректерге байланысты, риуаяттарға байланысты мынандай дерек келген деп айт дейді нәпсіңе. 24 сағаттың ішінде, яғни күн түннің ішінде Алла Субхана ва Тағаланың көптеген байлығы, сауаптың байлығы таратылады. Ол 24 сағаттың ішінде тұрады. Соны біз екеуміз бірігіп жинауымыз керек екен. Қараңыздар. 24 сағат деп жатыр. Қазір оны қайттан тоқталамын. Мамандардың айтуы бойынша жалпы есептеп көрсеңіздер де болады екен. Жалпы бір тәулікте неше сағат бар деп жатыр? 24 сағат бар, бір тәулікте. Анау таң намаздың парыз, сүннет, тәсбih, дұғаңыз бар. Бесін, асыр, ақшам, құптан, өтірвәж бәрін қосқанда, ұзағымен алғанда 2 сағат уақыт кетеді екен. Қанша сағат кетеді екен? 2 сағат. 2 сағат уақыт. Енді жалпы 24 сағат еді, нешеу кетті одан құлшылық па? Қанша уақыт қалды сенде? 22 сағат. 22 сағат қалды, қараңыз. Мынау айтып жатқан сол. Нәпсі, біздің 22 сағатымыз бұлай кетіп қалмасын. Міне риуаятта келгені бойынша Алла Субхана ва Тағала 24 сағаттың ішіне, яғни құлшылық жасайтын үлкен сауаптың байлықтарын жасап тастаған екен. Әр секундында бар екен ол. Біз енді екеуміз бірігіп алып қазір, бір-бірімізге көмектесіп, соны жинайық енді. Яғни Алла Тағала бізге бүгін берді. Сен өзің елесет. Адам өмірде өтіп кетсе келе алмайды екен. Біз солай елесетейік көзімізге. Кеткен еді, қайттан келген сияқты болайық мына өмірге. Міне жаңадан бүгін таң атты. Енді сол Алла Тағаланың сол шашып тастаған сауаптарын екеумізде соны жинайық деп айтасың дейді. Фаштахидил яум фан ту'мара хазаник. Енді бүгін әрекет қылайық, бірігіп екеуміз әрекет жасайық, сол жасырылған сауаптарды жинауға. Ула тадаиха фаригатан фатахассар. Бос өткізбейік. Бос өткізсек екеуміз де өкінеміз. Мысалға, үлкен бір жаңағыдай ақша алатын жерге барды да біреу саудаға. Сөйтіп барып, телефон шұқылап, ойнап отыр. Мысалға деймін. Мысалы бір жерге сапармен барды, ол жаққа барып, арзымайтын уақытқа барған еді, бірақ ол жерде соның уақытын, соның жұмыспен айналысса, ол өте үлкен неге кенелетін еді ақшаға. Пайдаға кенелетін еді. Мысалға деп жатырмын. Bir жаққа барды ма білмеймін, сол қатысып, неге қарап отырып, қатысып көп ақша алу керек еді. Ол барды да не істеді? Телефон шұқылап қарап отырды, кино көріп жатты, футбол көріп отырды ма мысалға да. Адамдар сол уақыттың бәрін пайдаланып, жаңағыдай көп нелер алып алды. Сол сияқты мынау сауаптың да сондай күні болады дейді. Әр күнінде Алла Тағала оны беріп қойған екен, субханалла. Ол жай кетіп қалмасын, өкінеміз, сен де мен де өкінеміз. Кейін содан соң нәпсіге осылай шарт қойғаннан кейін енді дене мүшелеріңе де сондай шарт қоя бастайды екен. Омен де жаңағыдай әлі амал басталма жоқ әлі. Мысалы көзіңе аммал айн, көзге айтады сізіне, әй нәпсі, сен көзді азғырма. Мына көзді сақтайық деп шарт қой дейді нәпсіңе. Өйткені бұл көзді Алла Тағала бізге көруге жеп берді, бірақ көзді харамға қарататын оның артындағы көрінбей тұрған нәпсі ғой негізінде. Егер нәпсі кетіп қалса былай, бұл көз харамға қарамайды ешқашан. Сіз ба? Бұл көзді бүйтіп көтеріп, былай қарататын ол не нәрсе ол? Ол нәпсі қаратады. Сол нәпсіге айтады, нәпсіге айтып отыр. Нәпсі, сен көзді харам нәрсеге қаратпа.
мынау көзден сұра аламыз. Бұл көз Алланың берген үлкен нығметі деп айтады. Ау назар иля ауратыл муслим, мұсылмандар әуретіне қарама. Ау назар иля муслим би айнил ихтиқар, немесе мұсылмандарды кемсіту көзімен қарама. Яғни адамдарды бөліп жарып, кемсітіп, күліп үстінен. Ондай көзбен қаратып мына көзді. Деп нәпсіне сондай шарт қояды екен. Сумма яшулуха бима фихи рибухаха ва фалахиха. Бәлкім бұл көзді сауап алатын жаға сен сол жаққа бағытта мына көзді. Яғни ғибрат көзбен қарайық. Ауырған адамды көрсек, ғибрат көзбен қара. Алла шифа берсін мына кісіге деп дұға қылып қойды. Алла Тағала субханалла, денсаулығың қадірін білесің. Ғибрат көзбен қараған кезде. Саға. Бір қиыншылық көріп жатқан адамдарды көрсең, дұға қойып, көмектесіп, бірақ одан ғибрат алуың керексің. Өмірден бір өтіп кеткен болса, жаназасына қатысамыз да ғибрат аламыз. Субханалла. Бір күн келіп, мені де осылай шығарады ғой біреулер. Мені де біреу жерлеп апарып жерлейді осылайдан. Ана қабірге қарап тұрған кезде есің елестетті көз алдыңа. Яғни бір күн мені де апарып дәл осылай жердің қуысына кіргізіп жіберетін күн келеді ғой, субханалла. Деп ғибрат көзбен қараған кезде адам сол жерден кәдімгідей не алады өзіне? Насихат алады. Мына көзді, нәпсі осындай ғибрат алатын жағынан жіберейік. وهو ما خلقت له وهو نزل إلى عجائب صنع الله بعين الاعتبار. Өйткені Алла Тағала көзді, Алла Субхана ва Тағаланың нығметтерін, не бір ғажайып Алла Тағаланың құдіретін көруді нәсіп еткенге берілген көз бұл деп айтты дейді. Көзді. Алла Тағала Құранға не дейді? Аспанға қарамайсыңдар ма дейді. Жерге қарамайсыңдар ма, тауға қарамайсыңдар ма, түйеге қарамайсыңдар ма деген аят бар ғой. Сол аяттың тәпсірінде ғұламалар қарамайсың ба дегені қараңдар деген сөзі дейді. Қараған кезде адам не болады? Ғибрат аласың. Алланың шексіз құдіретін көресің көзіңмен, субханалла. Ғұламалар соны айтқан ғой, бір суретшіні көріп, адамдар таң қалады дейді. Не деген суретші мынау деп барып, қол хатын алуға, суретке түсуге ғашық болады дейді. Бір Алланың салған суретіне көбінdir мән бермейді дейді. Өйткені ана суретшінің салған суреті болды, сол күйінде ол түрленбейді, тұрады осылай. Алла Тағаланың салған суреті түрленеді ол. Қысқы суреті қандай, субханалла. Көктемнің көрінісін қара. Ешкім істей алмайды осында сен. Жазғы көрініс қандай болады? Күз қандай әдемі, мысалға. Міне сол Алла Тағаланың құдіретін көріп, Аллаға шүкірлік ететінге берілген көз бұл негізінде. Негізгі бұның миссиясы сол. Және және көз, нәпсі, бұл көздің негізі және екінші және миссиясы адамдардың жақсы істеп жатқан амалын көру керек. Сөйтіп оларға ілесу үшін көз ала бізге берді. Мысалы бір мешіт соққанын көрді де, ода оянды. Неге мен де мешіт соқпасқа? Ана кісінің жағдайын мен көріп тұрмын. Мен де сәл әрекет қылсам, маған да мүмкіншілік болады екен ғой деп адам оянады. Немесе қарай балаларды көреді де, мен де балам бар ғой, субхана. Неге баламды Құран жаттатпасқа? Яғни Алла Тағала Құран кәрімде самиғ басир, Құранда осы екеуін бірге қайталайды. Яғни оларға есту арқылы көру, есту, көру. Қараңыз. Демек, құр ести берсек, ол не емес екен, адамға қатты әсер болмайды. Естиміз. Кейін көзіңмен көрген кезде ол нәрсені адам бірден оянады екен. Мына шейх нәпсіген солай деп айтты, нәпсі, бұл көзімізді адамдардың жақсы амалдарына иқтида қылу үшін, яғни ілесу үшін, ғибрат алу үшін берді емес па? Көзді сен азғырма. Көзді өзің несіне хақысын орындасын деп айтты дейді. Және бұл көзді Алланың кәләміне қарау үшін берді. Субханалла, Құранда көзіңмен жүргізіп аяттарды оқу қандай бақыт. Қаншама зағип жандар бар. Оқи алмайды, көздері көрмейді. Субханалла. Мына Түркия мемлекетінде шығады, сондай Құрандар бар. Көздері көрмейтін зағиптарға арналған Құрандар. Ана Құран, мына парақтың беттерінде сондай әріптерде тесік-тесікпен бекіткен де, ойық-ойықлар. Ана ойықты қолымен ұстап отырып біледі. Мына алиф, мына бә екен ғой, та екен ғой деген секілді әріптерді сондай ойықтың несіне қарап біліп, сөйтіп әріп-әріпті қосып оқытқандар бар. Бірақ көздері зағип. Көрмейді нәрсе. Бірақ Құран оқи алады. Субханалла. Оның алдында көзі көретін адамдар субханалла өте үлкен нығмет бұл. Құранды парағын ашып, аяттарды көзімен көріп, субханалла, қараңызшы.
яғни алманы біреу көріп жеп жатыр да көзімен, түріне қарайды. Екінші біреу алманы көзі көре алмайды, бірақ ол да алма жеп жатыр. Ол көріп жегендей сезіне алмайды алманы бәрібір де. Қараңыз, біреу баласының түріне қарап отырып, маңдайын иіскеп сүйіп рахаттанады, ой балам мен тәтті ғой деп кішкентай баласын. Екінші зағип біреу бар, баласын сен сияқты сезіне алмайды. Біледі баласы екен, бірақ көзі көрмейді. Көрдіңіз ба? Құран кәрімде Алла Тағала соны айтқанда, қараңғылық пен жарықты тең деп ойламаңдар. Соқыр мен көретін тең болмаған секілді бола алмайды деген ешқашан. Құранда аят бар. Міне сол көздің несін Алла Тағаланың Құранына қарауға, Расул саллаллаху хадисін көруге және пайдалы нәрселерді қарауға бағытталған миссиясын орындатайық деп, нәпсіңе көз туралы не айт дейді сен таңертең? Шарт қой дейді. Одан кейін әмма лисан, және одан кейін тіліңе де мысалға, тіл бар ғой тіл. Бұл тілді сөйлетеді нәпсі. Айтсай, үндемей тұра бересің бе, давай. Ал нәпсінің ар жағында шайтан тұрады. Шайтан нәпсіні қоздырады, нәпсі сен сөйлетеді. Ашуыңды келтіреді, тәкаппарландырады. Мен, сен дей бастайды да, мысалға. Бұлай нәпсі қозбаса, шайтан жоламаса, ондай адам жақсы адам негізінде. Негізінде адамның бәрі жақсы адамдар. Бір адамды жаман қылатын сол мінезі ғой. Ал мінезді нет тұрған шайтан мен нәпсі. Көрдіңіз бе? Енді сол тілге келген кезде тілге айту керек екен. Уахуа манталиқу бит-таба. Тілді анна лисану хулиқа лизикр ва тазкир. Тіл негізінде Алла Тағаланы ұлықтап мақтауға, Алланың құдіретін айтуға берілген еді бұл нәрсе. Ондай болмаса бұл тілді жаңағыдай кәзип, намима, өтірік, жала жабу, ғайбат сөйлеу деген нәрсені тілді сөйлетеді екен. Кім сөйлетеді? Нәпсі сөйлетеді. Өткен аммаратын бес су деді ғой Алла Тағала. Біліп қойыңдар, нәпсі сендер тек қана жаманшылыққа бұйыра береді деді. Нәпсі ешқашан адамды жақсылыққа бұйырмайды. Алла Тағала айтып тұр, аммаратын бес су, біліп қойыңдар, нәпсі тек қана адамды жаманшылыққа бұйырады деді. Жаңа басында айттық, нәпсіден біз құтыла алмайды екенбіз, Жаңа шайтан сияқты қуып жібере алмайсың оны. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим десең шайтан қашады ғой. Немесе Рамазан уақыты келген кезде шайтандар кіседеп тастайды Алла Тағала. Қараңыз. Бірақ нәпсіміз бірге бізбен бірге. Көз, қол аяғымыз бір мүшеміз сияқты нәпсінде Алла Тағала осы өмірде бізге мүше қылып берген. Мысалға деп жатырмын. Мынаның бәрі тәннің мүшелері болса, нәпсі жанның бір мүшесі. Екінші жаңа айтқандай, нәпсі ол мотивация онсыз да болмайды. Егер нәпсіміз болмағанда, мүмкін бізге дәріске келмейтін едік ешқайсымыз. Ешнәрсеге зауық жоқ. Болады осындай бір адамдар ауырып қалады да, не тамаққа тәбеті жоқ. Не бірдеңе істегісі келмейді. Тұрсайшы, мазам болмай жатыр деп. Көрдіңіз ба? Сол сияқты болып қалады адам деген. Нәпсі болмаса адамда, сол ешнәрсеге икемсіз болады деген. Ал нәпсі оны оятады. Жаңа айттық қой, біреудің баласын қария болған көрді де, ол нәпсі оған мотивация береді. Сен де балаң бар емес па? Не мен де баламды қария қылмасқа деп, адамда жаңа шабыт келеді де, жақсы амал істеуге тәрбиелеп алсаң, ол саған көмектеседі адам да. Сол тілге келген кезде де жаңағы, егер нәпсімен жаңағыдай шарт қоймасаң, ол міндетті түрде ғайбат не өсек, не бос сөз соған жібере береді тілді. Ал негізгі тілдің миссиясы, нәпсі біліп қой, бұл негізінде хулиқали зикр ва тазкир. Бұл Алланы зікір қылуға және бір-бірімізді ескертуге берілген бұл тіл негізінде. Мысалы бір нәрсені көзіңмен көріп тұрсың, айта алмайсың да, бірақ. Көріп тұрсың, ана жаман дұрыс жолға кетіп жатқан жоқ. Анаған жеткізу үшін бізге тіл берді. Бауырым, тоқта, сен мына жолың дұрыс емес. Құдайдан қорқ. Деп айту үшін берген бізге тіл. Тазкир деп жатқан сол. Есіне сал ананың. Зикру янфау лил муъминин деген аят бар да Құранда. Ескертіңдер бір-біріңе. Ескерту момын адамға пайда береді деді Алла Субхана тағала. Қалай ескертеміз біз оны? Тіліңмен айтамыз, бауырым, Құдайдан қорық, мынауың дұрыс емес, сабырға кел деген сияқты да, мысалға. Тілдің негізгі миссиясы сол. Уаля илму та'лим. Және тілдің несіді білім үйреніп, білім үйрету керек тіл бұл. Шәкіртке қалай үйретесің тілің болмаса? Сөйлей алмасаң. Қалай білім аласың тілің болмаса сен? Ұстаз, мына жер қалай еді? Сәл қайталап жіберіңізші деп айту үшін білім саған тіл керек қой. Ұстаз айтып жатыр, сен тіл жоқ та осында. Сен түсініп жатсың ба, түсінбей жатсың ба? Оны ұстаз қалай біледі сенен? Сұрақ бар ма дейді. Түсініп жатсың ба өзі десе, ұстаз, мен мына жерін түсінбей қалдым деп сұрап аламыз ғой.
Білмеген жеріңді толықтырып жібересің. Ненің арқасында? Тіліңнің арқасында. Yani тіл соны сұрады. Және айлм ва ta'lim деп айтқаны, енді сол тіліңді үйретесің біреуге. Расулаллах айтқаны, ең хайырларын үйреніп, өзгелерге үйреткендерін дейді. Ең хайырларын, қараңыз. Бұл немен орындалады? Бұл тілмен орындалады. Және ва иршада ибадаллах иля тариқилла. Және адамдарға тура жолға бағыттау үшін де саған тіл керек. Намаз оқы, ораза ұста, зекетіңді бер, мешіт соқ, тал ек, ата-анаңды қызметін жаса, әйел бала-шағаң хаққысын бер. Құдайдың алдында жүзің жарық болады деп. Осының бәрін кім айтады саған? Адамдарға қалай жеткізесің сен? Тіліңмен жеткіз, қолыңмен аяғыңмен жеткізе алмайсың ғой енді. Қанша ишара қылсаң да, бәрі тілің айтқандай қол жеткізе алмайды ол нәрсені. Оны ана сызып суретін салып, мынау дегенде ол адам бүйтіп сен тіл сияқты түсінбейді ол нәрсені. Бүйтіп қарайды да, жарайды деп қоя салады. Бірақ тілмен айтқан кезде қазақ не дейді? Таяқ еттен өтеді, сөз сүйектен өтеді дейді. Yani bir sözben екі елді қырылыстыруға болады деген. Bir сөзбен екі ел жарастыруға болады деген бәрекелді. Бұл тіл өте апасын, қиын деген бұл тіл. Өте қауіпті деген тілді. Yani бұл тілді жақсыға пайдалансаң, ол керемет функциясын атқарып береді. Егер жаман жаққа пайдалансаң да қиын да бұл. Екі елді бір-біріне соғыстырып жібереді деген Алла сақтасын. Тіл сондағысы. 10 күннен 9 тілден келеді дейді Алла сақтасын. Алланың алдына барған кезде, есеп берген кезде, амал дәптерлерін қараса дейді. 10 күнәнің несі 9 тілден келіп келеді. Аяқ қолдан да басқа көзден де бұлай күнәлар келеді адамға. Бірақ соның ішінде көп пайызы тілден келеді деп айтқан да. Мына сол нәпсіге соны айту керек. Сен тілді нетпе, азғырма. Нәпсі сен қой деп, тілге байланысты шарт қою керек дейді. Сен тілді сөйлет, егер сөйлететін болсаң, тек жақсы нәрсені еске салуға, Алланы ұлықтауға деп тілге не қою керек дейді? Шарт қою керек дейді. Одан кейінгі жаңағы бүткіл мүшені айтуға болады дейді, бірақ сол ұшақ мысалын келтіріпті. Үшіншісі мысалға, неміз тамақ жеу, қарнымыз бар ғой, шахват нәпсі бар оның ішінде. Оразада 3 нәрседен тыйыламыз ғой. Тамақ жеуден, су ішуден, кейін неден? Кешке дейін өзінің халалдап берген жұбы әйеліне де жақындамай қояды. Демек сол ішіп жеу, бұл шахват бар. Адам осы 3 нәрсеге шыдаса, қалған бәріне шыдап бере алады екен. Рамазанда Алла осы 3 нәрсені бірінші тиіп тастағанда қараңыз. Осыға 3 нәрсеге шыдаған адам қалған бүткіл нәрсеге шыдай алады екен, субханалла. Енді сол нәпсі қоздырады адамды. Сөйтіп, юкаллифу тарку шахва. Нәпсі сен мынау нәпсіні қоздырып тамақты көп жегізде берме. Тамақ көп жесе не болады? Артық салмақ қосып болады. Артық салмақ жиналғаннан кейін адамға көп сөл бөлінеді. Қақырық көбейеді екен. Одан кейін не болады десе, адам көп мынау сөл бөлініп, қанның бәрі асқазан қарап жұмыс істеген кезде, мынау бас бөліміне қан несі азайған кезде адам маужырай береді екен, ұйқыбас болады екен. Маужырап ұйықтап отырады. Жұмсауда ұйықтап отыратындар бар. Сабақта ұйықтап отыратындар бар. Табыс, неге десе соны бәрі жаңағыдай былай шыққан кезде ояп отыра алмайды екен адам. Өткен денесіндегі организм бұзылып жатыр. Неден? Көп тамақ жегендіктен. Міне Расулаллах бізге үйретіп қойған ғой бәрін. Асқазан 3-ке бөліндір деген. Су, тамағам, ауаға қалдырыңдар деген. Қазақта сөз бар екен, не дейді? Ауру астан, дау қарындастан дейді. Көрдіңіз ба? Ауру астан, дау қарындастан келеді дейді. Қазақтың сөзі. Қараса, сонымен шариғаттан алған. Адамдардың ауырып жатыр, неге ауырып жатыр десе, демек осы асында не болмаған ғой? Нәпсімен шарт қоя алмағанда, нәпсіні қозып, давай, тәтті екен, ұра беренді. Деп, иштенабы шубахат, және, сен нәпсі, анау тамақ жегізе берме, шубаха нәрседен сақтайық қарнымызда. Көрінген аузымызға тықай бермейік. Деп шарт қой дейді. Және
сол шама шарқымызға ғана мөлшерде ғана тамақ жеп үйренейік бүгіннен кейін. Міне бүгіннен бастайық. Әйтеуір жеу керек екен деп жей бермейік. Сол сүннет бойынша асқазанды үшке бөліп үйренейік бүгіннен бастап деп осындай шарт қою керек дейді. ويشترط على نفسه أنك إذا خالفت شيئا من ذلك عاقبها بالمعنى عن شهوتها. Міне осындай шарт қойған кезде нәпсіге міндетті түрде ол жаңағы жаман нәпсінің бұйырып тұрған жағының екінші жағы жақсы болып кете береді дейді. Нәпсі жаман нәрсеге бұйырып тұрса, көп тамақ же деп, оның екінші жағы антонимі не болады мына жақта? Аз жеу деген нәрсе шығады дейді. Яғни нәпсі әрдайым жаман нәрсеге бұйырған сайын оның екінші жағын істей беру керек дейді адам. Шарт қойғаннан кейін нәпсі амалдың жоғына көнеді дейді. Көнеді екен. Міне осылай, демек жаңа дене мүшемізге байланысты келтіретін болсақ деп жатыр, әрбір мүшеңе таңертең осындай шарт қойып тастау керек дейді нәпсіге. Нәпсі, сен көзді бүгін азғырма, тілді азғырма. Қазір тойға барайын деп жатырмын, тойға барып мен азғырма. Ананы же, мынаны же деп бұйырғанын бисмилля деп, негізгі мақсатым тойға барып, анау қуанышын бөлісу ғой негізінде. Сол қуанышын бөліп, миссиямды орындайын да, қалған уақытымда барып жұмысыма барайын. Нафақамен айналысайын. Уақытым өтіп бара жатыр. Деп, сол нәрсенің бәрі нәпсіге шарт қою керек дейді. Әй нәпсі, және бүгін құлшылыққа мықты болайық. Алла Субхана Тағаланың бұйырған бүгінгі намаздарында құлшылықтарын орындайық нәсіп етсін. Сода мықты болайық екенбіз. Файна нәпсін битабиха мутамарридин аля таа, мустахсиятин аля убудия. Негізгі нәпсінің негізгі табиғаты құлшылыққа әлсіздік қылады дейді. Нәпсі не істейді? Негіз құлшылыққа жалқау дейді. Негізгі өзінің табиғаты нәпсінің. Байқайсыздар ма? Тарауық намазда үйде оқи салайын істеп тұрады. Қараңыз, тарауыққа бару өте үлкен құлшылық дейсіз. Ол тарауық намазы бір жылда бір мәрте оқитын намаз. Бір жылда бір мәрте оқитын намаз ол. Жұма намаз бір жетті бір мәрте оқитын намаз болса, 5 мезгіл намаз күнделікті ғой енді машалла. Тарауық намаз ше. Бұл Рамазан біткеннен кейін тарауық намаз жоқ енді. Келесі жылға шейін енді Алла амандығын берсін. Сондай үлкен құлшылықтан нәпсі құрғыр адамды қағады. Үйде оқи салсайшы дейді. Үйде жартасын сен. Құл хуалланы 4 мәрте қайталай берем дейді. Субханалла. Қайталай берем дейді. Бірінші күн сөйтіп бітіреді, келесі күн, екінші күн, что-то қайталап жатырмын. Мен қари емеспін ғой енді бәрі. Құран толық жаттамағаннан кейін қоя салу керек. Сөйтіп үйінде тарауық оқымайтындар бар сөйтіп. Не болады сөйтіп? Міне, Рамазан келе жатыр ғой бар, осыған қатысты айта кетейін. Рамазан алдында Алла берсе дәрістер қыламыз Құдай қаласа. Рамазанды негізінде Алла нәсіп етсін, шариғат бойынша күндіз сайым, түнде қайым өткізу керек деп келеді. Сайым деген не, қайым деген не? Сайым деген ораза. Қайым деген түнде қиям деген намазбен өткізу. Кейде жамағаттар айтып жатыр, Рамазанда көп салмақ қосам дейді. Бірден сұраймын, тарауыққа келіп жүрсің ба дейміз. Енді деп тұрады, солсын сен салмақ қосып жатсың. Неге? Өткен күні бойы асқазан аш болды ғой. Қазір аштан қалып кеткендей таңертең ауыз ашқан кезде ұрады анау. Көп жеп қойғаннан кейін жаңағыдай сөлдер бөлінеді де асқазанға, маужырап, нәпсі келеді де мына жақтан бармай-ақ қой бүгін дейді. Тарауыққа бармай-ақ қой дейді. Не болады сөйтіп? Сөйтіп бүгін мөлшердегін, әдеттегіден мөлшерден көп тамақ жеп алды, ол ауыз ашарды ше. Ұрды. Қауыты бір аштан қалып кеткендей. Жақсылап жеп алды. Же ас болсын. Бірақ есесін тарауыққа барып 20 ракат оқып келгенде жамағатпен. Мұнан бәрі сынып кететін еді, машалла әдемі болатын еді онда. Онда ол жақсы еді. Яғни Рамазан айында адамдар әрине ол диета үшін емес, бір салмақ тастау үшін емес. Алланың парыз еткенін орындаймыз біз. Бірақ рахатын өзіміз көреміз ғой негізінде. Мына дененің несі ғой, бәрі демалатын ай ғой негізінде. Жаныңмен де тәніңмен демалатын ай да Рамазан айы. Көрдіңіздер ме? Сайым бар, сайым деген ораза бар, күндіз тыйылу бар. Түнде қайым қосылмаған кезде проблема басталады сенде дейді. Енді намазға келмесін, міне сол нәпсі құрғыр табиғатында негізі құлшылыққа әлсіз мынау дейді. Негізінде нәпсі құлшылыққа өте жалқау. Барынша әйтір, нетпей қойайықшы бүгін. Бір жігіт айтады дейді ғой, ауыз ашатқан кезде. Ауыз аша салып енді ақшам оқимыз ғой. Бүгін ақшам соңын нетпей қойсақ бола ма? Күніге оқып жүрген ақшам ғой деп айтады дейді. Ауыз ашады өзі отыр дейді.
Не деген ол? Күніге оқып жүрген ақшам ғой деп айтады дейді. Бүгіннен сәл кішкене былай шегересі сақ болатын шығар енді. Тамағым жеп алайық деген ғой енді. А оны кім айтып жатыр ар жағында? Нәпсі айтып тұр. Нәпсіге салсаң, намаз оқытпай қойса, құлшылық қылдырмай қойса, сол шахуатыңды қандырып, қарыңда тойғызып, сол ойына да күл болып жүре берсе ғой негізінде. Негізінде нәпсінің табиғаты сол. Аятта Алла соны айтты. Нәпсі аммаратын бису деп айтқан соң. Нәпсі біліп қойыңдар, тек қана жаманшылыққа бұйыра береді сендер дейді. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Бақара сүресінің 235 аятында біліңдер, Алла субхана ва тағала білушірек, сендердің нәпсілерің не нәрсені қалап тұрғанын, не нәрсе істегісі кеп тұрғанын, фахзаруху, оны сақтандырып, одан аулақ болыңдар. Яғни нәпсімен күрес деп жатыр Алла субхана тағала. Нәпсін не істегісі кеп тұрғанын біліп тұр деді. Біліңдер, Алла тағала ол кешірімді, ол мейірімді деді. Жұмсақ, ғафурун халим. عن عبادة بن صامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأله أن يوصيه ويعزمه. عبادة بن صامت деген сахаба жеткізеді, пайғамбар алейхиссаламнан бір кісі келіп, уағыз айтыңызшы я Расулалла, өсиет айтыңызшы деп айтты дейді бір сахаба келіп. Сөзі Расулалла изе аратта амран фатадаббар ақибатаху фа ин кана руштан фамдихи ва ин кана ғайян фантаху анху. Расулалла айтты, егер бір нәрсе істегің келсе, бірден соңғы жағын тадаббур, ойланып пікір қыл деді Расулалла. Әлі амал істеген жоқсың? Қараңыздар. Амал істемей тұрып, соңы не болатынын? Яғни, соғысы нәрсені істесем қазір, адамдардан кешірім сұрап, масқара болып кетпеймін ба? Біліп қойса? Немесе ол жақсы нәрсе ма? Соны анықтап алыңдар деді Расулалла. Қара. Егер ол жақсы бағытқа беретін жақсы амал болса, онда орындаңдар деді Расулалла. Міне, амал істемей тұрып, шарт қойып жатқан сол негізі. Адам есептеу керек. Жаңа айттық қой, жаңағы бизнесте бірден бастап кетпейді ешкім. Серіктесімен олар көп мәжіліс өткізеді, көп ақылдасады, кеңеседі. Солай ғой? Әлі завод соғылған жоқ. Завод соғылмай тұрып, бұлардың проекттері кетіп қалды уже. Сөйтеміз, олай істейміз, бұлай істейміз. Егер сол айтқандарың бар іске асырса, бұлар соңғы итогында біліп тұр. Құдай қаласа деп айтайық, мынауымыз іске асырса, біздің Құдай қаласа деп айтыр. Жаңа завод салсақ, бұл елге жұмыс болады, бәрімізге жететін үлкен бір кәсіп болады деп екеуі есептеп тұр да бұлар. Расулалла соны айтып жатыр. Сендер қараңдар дейді. Бір амал істемей тұрып қараңдар. Егер оның соңы жақсылыққа бір бағыттайтын бір жақсы амал болатын болса, соңы онда оны орындаңдар дейді. Ал егер де уайнкана ғайян фантағуанхум, соңы жаманшылықпен күнәмен аяқталатын нәрсе болса, яғни жаңағыдай, онда тыйылыңдар, басында әлі істемей қоясыңдар дегенде Расулалла. Міне нәпсінің алдын ала тәрбиелеу етіп жатқан мәселенің бәрі осы хадистен де шығып тұр. Жаңа нәпсіге шарт қою керек деп айтылды ғой, осы жерден шығып тұр. Лұқман Хаким айтады: "Инал муъмин иза абсара ақибата амина надамата." Момын адам бір нәрсенің соңын көретін болса, ол өкінуден құтылады деп айтқан. Адамдар соңын ойламай орынған кезде өкінеді. Қанша адамнан кешірім сұрайды, өкінеді. Қараңыздар. Демек, ішімдік ішейін деп тұрған адамдар қара көректі, ішімдік ішсе бұның соңы не болады? Егер соны ойланса, егер сол адамдар жаңағыдай, олар ішпей қоятын еді. Ішімдіктің соңы неге барды? Неге барып жатыр? Ішімдікке салынған адамдардың соңы немен аяқталып жатыр? Отбасыдан кетті, жұмыстан кетті, абыройдан кетті, денсаулық кетті, ешкім сыйламай қойды, туыстарының өзіне кіргізбей қойды. Бейшара боң жоқ кетті мұсырдың арасында. Қаншасы үсіп өліп қалып жатыр қыстарда. Залға да? Қараңыз. Кейде ойлаймын да, кейде мүмкін әрине қауіпсіздік не шығар, бірақ адамдар қазір соншалықты пейілдерде нашар болып кетті. Адамдар ана дуарға не қойып тастап жатыр? Домофондар орнатып тастады. Уақытысында домофондар жоқ кезде солар әйтеуір кіріп подъездге жылынып әйтеуір аман қалады екен. Қазір ол да жоқ дейді. Вокзалға кіргізбейді, аэропортқа кіргізбейді оларды. Еш жерге кіре алмай қалады екен ғой.
Міне соңын ойласа сондай жаңа басында тиылатын еді мынау дейді. Яғни нәпсімен сөйтіп шарт қойғанда, нәпсі сен тұра тұр, мынаны іше берсем не болады ертең? Қайда бағытқа барамыз? Де былай соңын қараса, оны Лұқман Хаким айтып тұрған, ол адам өкінбейтін еді дейді. Егер соңын ойлаған адам өкінбейтін еді. Өткен есептеп отыр, бұл нәрсені істесем қайда барады? Омар Хаттаб айтқан, хасибу анфусакум қабла ан тухасабу. Есеп беруден алдын өздеріңе есеп беріп үйреніңдер. Вазинуха қабла ан тузана алейкум. Және өздерің амалдарыңды кішкене таразылап жүріңдер. Амал дәптерің таразыға түсетін күннен бұрын өздеріңді таразылап үйреніңдер деп айтқан екен. Демек, бірінші жаңа айттық, төртке бөлінетіннің біріншісін өттік, нәпсіге байланысты. Бірінші не мәселе еді? Нәпсіге шарт қою. Нәпсіге кәдімгі таңертең, таң намаздан кейін 1 сағат көлемінде кішкене отырып, ойланып, кәдімгі бүгінгі күніміздің несінің планын сызасын ғой, былайша айтқан кезде. Иншалла, нәпсі кешегідей болмайды енді. Құдай кешірсін, кеше масқара болдық. Қанша уақытымыз зая кетті. Болмайтын нәрсемен өмірім өтіп кетті, субханалла. Болмайды енді бұндай. Бүгін былай әңгіме. Міне әр мүшемді осы хаққысын жақсы жаққа жұмсаймыз, уақытымды пайдалы іске жұмсаймыз. Осылай деп нәпсіге шарт қойған кезде Алланың көмегімен иншалла сен оны бағындырасың дейді. Бұл біріншісі. Екіншісі мурақабатын нәпс айндал хауат фил аъмал. Екінші мәселе енді нәпсіге байланысты, енді жұмыс басталған кезде оны бақылау, енді контроль жасау. Жаңа серіктестікпен завод ашылды, екі серіктес жұмыс басталды. Бұлар не істейді екеуі енді? Бұл заводымызды ашып қойдық, ой, машалла, болды, кеттік. Анталияға қыдырамыз ба, қайда қыдырамыз деме, не істейді бұл екеуі? Завод ашылды, жұмыс басталды міне. 180 адам жұмысқа қабылдады. Завод басталды жұмысқа. Екеуі не істейді енді? Не істейді? Бақылайды ғой. Жұмыс қай бағытта кетіп жатыр, қалай болып жатыр, қай жерде тетігіп жатыр, қай жеріміз дұрыс болып жатыр, қай жеріміз дұрыс емес болып жатыр. Жүре дейді ғой қазақ. Жүре түзеледі дейді. Жүре болады. Жүру арқылы, ол практикасы арқылы тәжірибеде ол көрінеді. Қай жерде ақаулық бар, қай жері дұрыс болып жатырған секілді. Дәл сол сияқты мурақабатын нәпс деген нәрсе бар, амал басталды міне. Жұмыс жүріп жатыр. Намаз басталды міне. Аллаху акбар деп. Демек, намазға шейін, жаңағы мысалмен келтіретін болсақ, намазға шейін шарт қойдық. Нәпсі, сен намазыма кедергі болма мен. Субханалла. Ертең Алланың алдында ең бірінші сұралатын құлшылық жасайын деп тұрмын қазір мен. Қазір мен намазға кірген кезде ойымды бұзба. Болмайтын ана дүниені есіме салма. Мен намаз оқым керек деп шарт қойып аламыз ғой. Кейін намаз басталды да. Енді намаз басталған кезде намазымызды қадағалаймыз енді. Мұрақаба деп жатқан намазыңды қадағала сен. Жаңа заводты қадағалап жатыр ғой екеуі. Бәрі тексеріп жатыр, сұрасып жатыр, қалай болып жатыр, не болып жатыр. Бәрі жұмыстама, тағы қандай кемшіліктер бар. Сол сияқты намазды қадағалайсың. Нені қадағалайсың? Намаз неше парыз бар? Демек, сыртындағы 6 шарты дұрыс. Намазға кейінгі мәселен бәрін жасап аласыз. Ол 6-ы намазға кірмей тұрып жасалынатын амалдар олар. Уақыттың кіруі, дәрет алып алуың, құбыланы тауып алдың, таза жерде таптың, киімің таза, әуретің жабық тұр. Осының бәрін намазға дейінгі орындайтында 6-ы жарет жасадыңыз. Проблема енді бізде ішінде басталады. Аллаху акбар, такбир тахрим басталды, кетті ойың басқа жаққа. Егер контроль қылынбаса, завод кетті жұмыстың бәрі. Айнердің бәрі контроль жасалынбаса заводты, әркім білгенін қылады. Сол сияқты намазды құлшылығыңды контроль қыла алмасаң, ішкі парыздардың орнын қарап тұру керек. Намазың ішкі парыздары нешеу? 6. Біріншісі қандай? Ниет. Такбир тахрим. Қиям. Қирағат. Руку. Сәжде. Тахият, соңғы отырыс. Қараңыз. Демек, осының бәрін жаңадай бақылап, бәрін оянып тұрып істеу керек адам. Оянып тұрып, қиямда тұру керек, ояу халіңде рухукта тұруың керексің, ояу халіңде сәждеде жатуың керексің. Әрбір айтып жатқан аяттардың мағынасын білуге әрекет қылып ізденесің алдын ала. Дұғалар бар айтылатын, осының бәрін біліп тұрған кезде сенде құлшылығыңның кәдімгідей несі кіреді ішіне. Яғни хушуқ деген нәрсе бар да. Хушуқ деген нәрсе бар. Алла тағаланы көріп тұрғандай намаз оқу, әрине Алланы біз көре алмаймыз. Бірақ Алла сені, бізді сөзсіз Алла бізді көріп тұр. Алла бізді көріп тұр.
Соны сезініп намаз оқу. Мысалға айтса, қазір мына жерде жігіттер байқап отырында бізді елбасы қарап отыр десе, айтпай ақ қой, камера қайерде тұрған, бір жерде тұр ғой мына бөлмеде. Қалай отырасыздар? Дәл сөйтіп айтылса да қазір бізді патша қарап отыр, осы бізді десе, дәл осы сәтте қалай отырады кім? Кім қалай отырады? Жиналып, кішкене, көйлектерін торлап, жан-жағын қарап қойып, әдепсіздік қылып қоймай, лишний движение жасап қоймайын деп, ау? Солай ғой? Или мұрның шұқылап етіп қойып, көріп жатқан өзі қарай берсін енді мен деп отырасың ба? Қалай отырасыздар? Енді айтылса алдын ала, жігіттер байқаңдар, қазір сіздер мына уақытта кірген кезде сіздерде патшада сіздермен онлайн қатысады осыған десе де мысалға деп отырмын. Сөйтіп патша өзінің жаңағыдай осы жерге қарап отыратын несін орнатқан, сіздерді бақылап отырады ол кісі, бірақ сіздер ол кісіні көре алмайсыздар деп айтылса, ұйықтап отырасыздар ма или қалай отырасыздар? Алла тағала демек намазда да хушуқ деген сол. Алла тағала сені көріп тұрғанын сезініп намаз оқуың. Оны сезіну үшін сізде контроль болу керек. Істеп жатқан амалдардың әрқайсысын сен бақылауың керексің. Қалай? Уәжіп амалдары, парыз, жарет орындалып тұр. Одан кейінгі уәжіп орындалып тұр ма? Одан кейінгі сүннет амалды орындап тұр ма? Соның ішінде. Одан кейінгі әдебі кетіп жатыр ма? Қалай отыр бәрі? Соның әрқайсысын өзінің несін қосқан кезде ақимус сола деген Алла тағала намазды толық бір бейнеге кіргізіңдер деген ғой. Намаз оқы деп жатқан жоқ аятта. Ақимус солату зака деген сөз мағынасы намазды толық бейнеге қайым қылыңдар деген. Қашан қайым болады деген жаңа нәрселер болған кезде дейді. Кәдімгідей сезініп, әрбір нәрсені бақылап тұрған кезде болады екен ол. Оқып жатқан аяттарыңды түсініп тұрсын, дұғаларыңызды сезініп тұрсын, кімнің құзырында тұрғаныңды сезініп тұрсын. Сол кезде ол намаз қайым болды деп айтылады екен да, субханалла. Міне сол нәпсіге де сол амал жасалып жатқан кезде міндетті түрде бақылау болу керек екен. Кез келген амал. Немесе ораза келе жатыр, Алла нәсіп етсін, Рамазанға аман-есен жетуімізді иншалла. Аман-есен жеттім, Рамазанға болды. Қатын, давай, терезені жап, мен ұйықтайын үшін. Главный ауызым ораза. Азынан кешін көзім үсіп ұйықтай бермеңіздер, Дұрыс, Хайлула деген Расулаллахтың ұйқысы болған. Бір риуаятта бесінің алдында Расулаллах кейде бесінен кейін ұйықтайтын Хайлула деген ұйқы бар, мызғып алып. Бірақ есесіне Расулаллах не істейтін еді? Есесіне пайғамбар түнімен қиямда намаз оқитын еді Расулаллах алейхиссалам. Рамазанда да онда қайым, жаңа Хайлуланы орындауға болады. Есесіне не істеу керек енді? Тарауыхта қаридың артында тұрып, иншалла, хатымға қатысу керек. Өйткені Құранда қалай оқу сауап болса, тыңдауда сондай сауап болады. Қараңызшы, Алла субхана ва тағала сондай сауаптың несін ашып тастайтын ай ғой, бір ай өтеді де кетеді. Сол нәпсіні сол амал жасалып жатқан кезде де оны сезіндіру керек екен. Оны бақылаған кезде ғана нәпсі саған бағынады. Нәпсі бағынады. Демек бірінші не еді жаңа? Шарт қою. Міне намаз оқиын деп жатырмын, ораза ұстайын деп жатырмын, нәпсі сен байқа. Міне бар бір жақсы амал істейін деп тұрмын, нәпсі сен мен қоздырма деп шарт қойып ал. Кейін амал басталды, келдің жұмысқа, немесе бір құлшылыққа, енді не істеу керек ол жерде? Енді қадағалау керек. Шариғат бойынша қалай болу керек? Шариғатқа қарсы жатқан жоқ бұл жер. Бәрі дұрыс кетіп жатыр ма? Қадағалаған кезде бәрі көрініп тұрады. Дұрыс кетіп жатыр, альхамдулилlah. Әрбір сол біткенге шейін, сол процесс жүріп жатқан кезде нәпсіні араластырмайсың, таза не болады? Оның бәрі жақсы болады. Көп жаңағы саудада, бизнесте адамдар неге банкротқа ұшырайды? Басы бірнеше жақсы еді дейді. Кейін не болды дейсің ғой? Контроль болмай кетті дейді. Ақша көбейген соң қуып кетті бәрі дейді. Ақша көбейгеннен кейін не дейді? Әркім жұмысын істемей қойған ғой. Ал жаңағыдай системаны құрып, сонымен бәрі контроль жасалынған кезде ешкім қуып кетпейді. Әркім өзінің жұмысын істей береді. Әркім өзінің функциясын атқарған кезде завод тоқтамайды, жүріп кете береді. Сол сияқты біздің құлшылығымызда тоқтамайды, біздер оны бақылаған кезде. Сол үшін бақылау үшін Алла бізге ақыл парасат беріп қойған. Ит, хайуандар өзін бақылай алмайды. Не істеп жатқанын білмейді олар. Кешегі не істегенін сұрасаң, бүгін айтып бере алмайды дейді. Кеше есінде ме? Барып келдік қой екенбіз. Есінде ме десең, тұра береді түріңе қарап. Айта алмайды, түсінбейді не айтып тұрғанын. Миы оны қабылдай алмайды. Өйткені оларда не жоқ? Ақыл парасат жоқ. Ал бізде бұл нәрсе бар.
Демек осы ақылымыздан сұра аламыз. Бізге бақылауға, контроль жасауға Алла тағала бізге ақыл парасат беріп қойды. Бәрін біліп тұрып істейміз ғой, сауапты да күнәні да. Құдай кешірсін. Біліп істейтініміз бар, білмей істейтініміз бар әрине. Соны бақылаған кезде нәпсі құрғыр әлсірейді екен де, нәпсі саған көмектеседі. Жаңа айттық қой. Басында мысал келтірдік, ғұламалар не деп айтқан? Нәпсіні түйе деп қабылдады деген, түйенің үстіне мініп алсаң, қандай керемет қой, Сахараның кемесі ол кете береді астында. Қанша шаруаң бітіріп аласың. Егер түйеге міне алмасаң не болады деді? Түйе саған міне болады деді. Онда проблема болады деді. Беліңді үзіп жібереді ол. Ол аямайды сені. Нәпсі мақсаты сені тозаққа алып бару. Шайтан мен нәпсінің мақсаты адам тозаққа алып бару. Иман мен ақылдың мақсаты сен жәннатқа алып бару. Адам ортасында. Қаласаң мына екеуіне көмектес, қаласаң мына екеуіне көмектес. Көрдіңіз ба? Абу Усман радхияну айтады, қолели хафиз деген кісі айтты дейді. Иза жаласа линнас факун ваиза линнафсука ва қалбик. Вала яғураннака иштимаухум алейка. Фаиннахум юрақибуна захирук, валлаху рақибуна аля батинук дейді. Кісілермен отырсаң дейді, біз болады ғой, мәжілісте отырамыз, жамаатпен отырамыз, сондай отырған болсаң дейді. Факун ваиза линнафсика ва қалбук. Әрдайым өзіңе, яғни уағыз айтумен өзіңді контроль қылудан сен шаршама дейді. Яғни өзіңді бақылаудан шаршама дейді. Адамдармен отырмыз міне, жамаатпен, машаллада бір-бір мақтап жатыр, бір-бірін көтеріп жатыр, ой, молодец деп. Бірақ шейх айтып жатыр, сен сол кезде ішіңнен өзіңді нені жіберіп қойма? Бақылауды жіберіп қойма. Нәпсі тұра жатыр, сен бұлар айтқандай емес. Өткен шейх айтады, өткен адамдар дейді, сенің сыртқы көрінісіңе қарап саған бағаңды беріп жатыр дейді. Бірақ нәпсің айтады, нәпсі, Алла тағала біздің ішімізге нәпсі баға береді. Сен ұмытпа деп айтты дейді. Өткен адамдар сенің ішіңді білмейді. Не ойлап жүрсің, ниетің қалай болып жатыр, сен мақсат, не нәрсені ойлап жүрсің, оны кім біледі? Алла субхана тағала біледі. Өйткені мұнафиқтар да намаз оқи береді ғой. Мұнафиқтар да мешітке асыға береді. Мұнафиқ өзі, Алла сақтасын. Олар да амал істеп жүре береді. Бірақ оны сыртқы көрінісі болып елдер, мына тақуа жігіт деп ойлайсың, тақуа адам деп ойлайды. Бірақ оның мұнафиқ екенін Алла біледі. Өйткені іші басқа, сырты басқа. Алла сақтасын. Соны шейх айтып жатыр, демек ішіңді де турлау үшін сенде не жаңа нәпсіні екінші бөлімде кетіп бара жатыр ғой, не еді? Бақылау. Сол кезде сен өзіңді неден жібермейді, контрольден. Нәпсі тоқта, адамдар айта береді. Солай ойлап жатыр. Әрине Алла сондай қылып қойсын екеуміз. Бірақ біз ондай емеспіз ғой деп өзіңді жіберме дейді нәпсіңді. Өзің жан дүниеңді нәпсіңді қоздырмай, олардың айтқан мақтауына, тағы айтқан сөздеріне алданып қалма дейді. Ішіңде өзіңді Алла субхана тағаланың жан дүниеңді білетіндігіңді ұмытпа дейді. Бір шейх неде айтып жатыр, шәкіртін мақтайды екен. Жүрген жерінде ортасында бір шәкіртін мақтап жүреді екен. Кейін адамдар айтқан ғой, қанша шәкіртіңіз бар, неге осы бір шәкіртіңіз ерекше мақтай бересіз деген ғой. Кейін жарайды көрсетейін депті. Сөйтіп күндерін бүткіл шәкірттерін жинап апты да, бәрін қолдарын айтып та, үйленіп келесі дәрісте бір тауық алып келіңдер үйленіңдер депті. Тауық бар ғой? Тауық алып келіңдер депті. Сөйтіп айтты. Шәкірттердің бәрін тапсырма берген, осы тауықты ешкім көрмейтін жерге барып бауыздап алып келіңдер деп ұстаз тапсырма берді. Шәкірттің бәрі кетті дейді. Ақырындап келе бастаған ғой, біреу қайда сойып келдің? Гаражға барып сойып келдім, ешкім көрмейтін жерге. Молодец. Екінші бір подвалға сойып келдім деп, бәрі келіп жатыр дейді. Жан-жақтан айтып бауыздап алып келген. Біреу ғана тауығын соя алмай алып келген, жаңа мақтап жатқан шәкірт тауықты соя алмапты. Неге соя алмады десе, ұстаз кешіріңіз деген, сіз ешкім көрмейтін жер деп айттыңыз, ешкім көрмейтін жер таппадым мен депті. Гаражға барып тығылсам, Алла көріп тұр дейді. Подвалға түсіп кетсем, Алла көріп. Яғни Алла субхана тағаланың көрмей қалатын жерін мен таппадым деген ғой. Сол кезде ұстаз айтты, көрдің бе, мына шәкірт не үшін мақтап жүргенін білдіңдер ме деген да кісілерге. Өйткені ол жігіт түсінген, яғни айтқан дәрісті түсінген ғой бала. Ұстаз не айтып жүрген, ол түсініп жүрген бала. Қалғандар былай жүрген да енді. Сойып келдер, ешкім көрмейді десе, барып сойып келе берген да. Адам көрмейді, бірақ Алланың көрмейтін жері жоқ қой, субханалла, бәрін көріп тұр ғой. Көрдіңіз ба? Міне Алла тағала сол мұрақиб, Алла тағала бәрін естіп тұр, көріп тұр, біліп тұр. Сен жан дүниеңді солай тазалады. Нәпсі, сен адамдар айтқандай нете берме? Біздің жан дүниемізді Алла көріп тұр ғой. Қой сен, Құдайдан қорық деп, нәпсіге жаңағыдай бақылау жасайсың дейді.
амал жасап жатқан кезде. Сол кезде нәпсі құрғырды, сен жеңесің дейді. Мынау Азиз деген патшаның әйелі Құран кәрімдегі Юсуф алейхиссаламға жаңағыдай азғырып, білесіздер ғой, үлкен қисса. Сол Юсуф алейхиссаламды жаңағы патшаның әйелі бөлмесін шақыртып, кейін қызметкерлерге айтып қойған, әр бөлмеден өткен кезде есікті құлтаңдар деген ғой сыртынан. Сөйтіп құлтап, ол кіріп келе берген, білмейді арқасын құлтап жатқанын. Енді патшаны шақырып жатыр екенсің, келген ғой, ойында ештеңе жоқ. Ең соңғы бөлмеге кірген кезде өзі құлтайды, сол кезде өзінің жаман пиғылын айтады. Қазір егер осыны іске асырмасаң дейді, мен айқайлаймын да, қызметкер патшаның әйеліне қол жаңағыдай тигізгеннің үкімін білесің ғой деп қорқытады ғой былайша айтқан кезде. Сол кезде Юсуф алейхиссалам айтқанда, Құдайдан қорықпайсың ба деген ғой. Жоқ, біз ешкім көріп тұрған жоқ қой деген да. Алланы істейміз деген да. Жарайды, сенің күйеуің көріп тұрған жоқ. Адамдар көріп тұрған жоқ. Есікті құлтап қойдың, бәрі жабық тұр. Жарайды. Алла көріп тұр ғой деген ғой ол кісі. Көрдіңіз ба? Оған уағыз айтты, насихат айтты. Бірақ ол нәпсіге беріліп, нәпсін жеңе алмады жаңа Азиздің әйелі. Армен қарайды. Және ол асырам деген кезде Юсуф алейхиссалам бұрылып кетіп бара жатқан кезде арқасын жармасқан да, киімі жыртылған. Бірақ соған қарамай ол кейін сотта қаматып жіберді оны. 15 жылдай қамауда жатқан Юсуф алейхиссалам. Кейін уақыт сағаты келген кезде үлкен қисса ол жағы, білесіздер, үлкен қисса бұл. Жаңағы патша түс көріп, түсін жортатын адамдар іздеп, ешкім жорай алмайды, бірақ сол түрмеде жатқан Юсуф алейхиссалам жанында біреумен жатқан кезде, түрмеде болған кезде, сол бір қызмет түрмедегі бір адамға түсін жорытып берген кезде, кейін ол шығып түрмеден, ол да қайтадан қызметіне келіп, сол есіне салады ғой. Мен түрмеде бір жігітпен болдым деді, ол мықты жориды түсті деп. Кейін патша оны алғызам деген кезде жоқ деді, мен шықпаймын түрмеден деген Юсуф алейхиссалам. Қашан мен абыройымды ақтамайынша мен шықпаймын деген. Сендер әділдікпен қайтадан сот жүргізіңдер деген, мен ақталайын деген, ақиқат шықсын, одан кейін мен шығамын деген да. Сөйтіп қайтадан 15 жыл алдын өтіп кеткен процесс қайтадан деланы көтертіп, қалай болып анан қалай сотталған бәрін қайтадан қарайды. Сол кезде қазилар айтқан екен да, оны қарайды деген, егер жігіттің киімі арқасынан жыртылған болса, онда қыз кінәлі деген да. Яғни жігіт кетіп бара жатқан кезде арқасынан тартқан болады деген. А егер жігіттің киімі алды жыртылған болса, онда жігіт кінәлі деген. Сөйтіп киімін қараса, арқасы жыртылған болып шығады да Юсуф алейхиссалам. Сөйтіп ақталып барып шығып, соны түсін айтып береді ғой, білесіздер, Құран кәрімде үлкен қисса бұл. Демек, Юсуф алейхиссалам, қараңыздар, сол Алла субхана тағаланың мұрақиб, қараңыздар, соны жеткізді, Алла бәрін көріп тұрғандығын, тақуалықпен құл болған құлдың адамды Алла тағала патша қылып жіберді. Патшаны құл қылып жіберген ғой Алла тағала. Сол Азиздің әйелі қор болып кеткен кейін. Сол нәпсінің арқасында адам, міне шейхтар сол мысалға алып келеді. Адам нәпсін жеңіп тақуалықты күшейткен кезде адам Алла тағала мәртебесін көтере береді екен. Адамдарды қор қылып жібереді Алла тағала қашан нәпсінің жетегінде кеткен кезде. Шариғат қой нәпсіге ерме деп ескертеді оған Алла тағала. Тыңдамайды. Тыңдамайды, ере береді, істей береді, қайталай береді. Алла оны түсіріп тастайды. Оны ешкім көтере алмайды екен, Алла сақтасын. Демек біз екеуін өттік. Біріншісі не еді нәпсіге қатысты? Амал жасамай тұрып, амалдың алдында әлі ешнәрсе істемей тұрып, шарт қойып, кәдімгі өзіңді жігерлендіріп, башқан кезде жоспарлап аласың ғой. Нәпсі сен байқа, мен былай істеймін, Құдай қаласа бүгін. Деп өзіңе башқанда жігерлендіріп, жоспар құрып, нәпсіге шарт қоясың. Екіншісі түрі қандай болды? Амал басталды, енді нәпсіні амалды енді контроль жасайсың. Өткен сен оны бақыламасаң, онда нәпсі оны бытшын шығарады. Ал ол амалды адам бақылаған кезде қалай болып жатыр, не болып жатыр? Өзі өзің армен қарай оны және көбірек сауабын көбейтіп аласың, және ол амалыңнан өзің өрден ләззат аласың сен. Адамдар намаздан ләззат алуымыз керек бауырлар. Расул салам, әй Біләл, бізді бір рахаттандырып деп айтатын. Яғни азан айтқаннан Расул салам, азан айт бізді рахаттандыршы деген кезде Біләл азан айтатын да намаз уақыты кірген кезде. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары намазда рахаттанып, ләззат алып, рахаттанып оқитын болған намаз. Енді қазір өзімізде сұрақ қойып, намаздан кім қаншалықты ләззат алып жүрсіздер? Уақыт тез оқып алайын деп кетіп қаласың. Алдың ба ләззат десең, білмей жатыр, оқып алдым ғой дер. Жоқ, сен намаз оқыған жоқсың онда дейді.
Соны ғұлама айтқанда, намазды әдетке айналдырмаңдар, намазды құлшылыққа айналдырыңдар дейді. Намаз біздің әдетімізге айналып кетпеу керек. 5 мезгіл оқып жатырмын ба, оқып жатырмын. Істедім ба, істедім. Намаздың оразаны тұтып бердім ба, тұтып бердім. Жоқ, әдет болмасын ол. Оны неге айналдыңдар деген? Құлшылыққа айналдыңдар. Құлшылыққа айналдыру үшін жаңағы шарт бірінші істеу керек. Амалды бірінші не істейін деп жатқаныңды былай сезіну керексің. Екінші, амал басталған кезде оны қадағалау керек енді. Парыздар орындалып жатыр ма, уәжіптер қалай кетіп жатыр, сүннет қалай болып жатыр, бәрі дұрыс орындалып жатыр ма, мұстахаб әдептерін орындап жатырмын ба, амал барысында. Сол кезде шайтан нәпсі құрғырды, өзің дегенін істей алмай қалады, саған не істейді? Көмектеседі. Үшінші түрі, жаңа екі түрін айттық, амалдан алдын шарт, екіншісі оны бақылау, үшінші түрі нәпсіге байланысты мухасабатун нәфс бa'дал амал. Үшінші түрі амал жасап болған соң кейін есеп алу. Міне завод 1 жыл жұмыс жасады, келісімдері бойынша. Не істейді бұлар? Годовой отчеттары бар, ай сайын отчеттары болады ғой әр жұмыстың, солай ғой. Сол сияқты амал жасалынды, енді есеп аласың нәпсіден. Жалпы өзіңнің неңнен қалай болды? Дұрыс болды ма? Деген сияқты. Адам өзі есеп алған кезде кейде намазды қайталап оқитын адамдар бар. Намазды не істейтін адамдар бар? Қайталап оқитын адамдар бар. Неге қайталап оқып жатыр ол? Өйткені ол есебін алған кезде қараса намаз көңілдейді оқылмаған. Енді ондай уасвасаға түсіп қалмаңыздар, қайта намаз оқи беріпті. Бірақ бұл енді тақуа адамдар осы нәрсеге қатты мән береді. Тақуа адамдар әрине, тақуалығымен. Намаздың ішінде жаңағыдай ой кетіп қалған намаздары бар. Әйтеуір бітіп қалған намаздары бар. Есін жиып қалса сәлем беріп, қабыл болсын деп шығып кетіп бара жатыр да. Ана ондай жібермейді. Намазын қайтадан оқып алады. Алла мені кешір, субханалла, мен намаз оқи салыппын ғой, қалай болса солай деп жинақы есімде болып деген сияқты. Демек, мынау үшінші түрі намаз, жалпы амалдан кейін істелінеді адам? Есеп қисап бар. Кез келген жұмыс біткен кезде есеп алынады. Саудада да, кез келген нәрседе адам бірінші жасайды, кейін оны бақылайды, кейін жұмыс бітті ғой, не істейді оны? Енді есебін алды. Қалай болды? Егін еккен кезде де жаңағыдай бәрі процесті жасалынады, басында жақсылап жерді таңдайды, екінші процесс оны еккеннен кейін бар оны қадағалайды, ит құсқа жем болмасын дейді, дұрыс па? Қарауыл қойып қояды, қадағалайды ғой, жеміс өсу керек қой, мал жеп кетпесін деп, дұрыс па? Қоршап тастайды сыртын. Егін мысалға. Егін шықты. Енді не істейді ол? Есебін алады ғой енді. Қанша мен оны расход жасадым дейді, ол қарайды енді. Қанша уақыт кетті мынаның өсіп шығуына, саттым. Кіріс шығыс қалай болды менде? Пайда бар ма, жоқ па? Сонша еңбегім ақталды ма, ақталмады ма? Ақталмаса, не үшін ақталмады ол? Өйткені басындағы есебім бойынша, иншалла бірақ мынандай болу керек еді ғой менде. Деп адам есеп алады ғой өзінен, дұрыс па? Дүниесінің өзінде. Сол сияқты амалда да осындай нәрсе бар екен. Есеп ал деген нәрсе. Мынау Айша анамыз айтады, Абу Бакр Сыдық радиаллаху анху өлім төсегінде жатқан кезде, өлім төсегінде өзінен кейін сол басшылықты, аманатын Омар радиаллаху анху болатындығын айтқан ол кісі, Омарды. Кейін айтқан Абу Бакр радиаллаху анху, «Ма ахаду минан наси ахабу илайя минал Омар» деген. Оның мағынасы, адамдардың ішінде маған сүйікті болатын Омардан басқа ешкім жоқ деген да ол кісі. Яғни анау сакаратул маут деген нәрсе бар. Адам өзінің есін жиып біледі, кейін қайттан кетіп қалады өзіне. Келіп, кетіп жаны сөйтіп шығады ғой негізі. Сол есін жиған кезде осы сөзді айтқан да. Кейін қайттан есін жиған кезде Айша анамыздан қыз ғой енді. Айша анамыздан сұрағанда, «Кайфа қульту» деген. «Фаадад илейки ма қала, фақала, ла ахадын аазу алайя мина Омар» деген сөзде бар. Кейін Айша анамыз айтқан ғой, Абу Бакр Сыдық сұрап отыр ғой, мен жаңа не айттым деген ғой жалпы. Не айттым жаңағыда десе, сіз айттыңыз, маған адамдардың ішіндегі ең сүйікті, жүрегіме жақын ол Омар деп айттыңыз деген. Сөйтіп айттым ба деген. Кейін екіншісінде қайтадан айтқан, адамдардың ішіндегі ең құрметтісі Омар деп айтқан, қайтадан туралады дейді. Есеп алып отыр ғой не айтқаннан. Өйткені айтқан, менің ең жақын сүйікті ол Расулалла ғой деген да ол кісі. Жүрегіме ең жақын Алла Расул деген. Бір анау есеп алғанның пайдасын айтып жатыр да мына жерде. Абу Бакр Сыдық жаңағыдай сөз айтып жіберді. Бірінші қалай айтылды? Ең сүйікті мен үшін кім деді?
Омар деп айтты ол кісі, Абу Бәкір Сыдық. Кейін Айша анамыздан сұрап жатыр қызынан, қызым, мен қазір не айттым, сен тыңдап отырсың ғой, не айттым, қайталашы деген кезде соны айтқан да, сіз адамдардың ішіндегі ең жүрегіме жақын сүйікті адам ол Омар деп айттыңыз деген. Сөйтіп айттым ба дегенде, кейін қайтадан сөзін қайталады дейді. Адамдардың ішіндегі маған ең құрмет тұтатыным ол Омар деп айтқан да. Құрмет жағынан. Ал жақсы көру жағынан Расулалла деген ол кісі. Ең тұрлап жібердім дейді. Ең дұрыс болды деген да, қара Абу Бәкір Сыдық радиаллаху анху. Яғни міне ама демек айтқан сөзімізден кейін де ойлану деген нәрсе бар екен. Есеп алу керек адам. Айттым, қалай болды? Не айтып қойдым мен деген сияқты да. Демек амал істеп болғаннан кейін де адам оның есебін алған кезде ол көрінеді. Не істеді, қалай істедім дейді. Енді есеп алуды шейх айтып жатыр. Ал-абд кама якун лаху вақти фи ауал нахар юшарту фиhi нафсаху фаянбағи якуна лаху фи ахир нахар саатан ятлубу фиха нафс ва юхасабуха аля жамии халакатихи ва саканатиха кама яфал тиджар фи дуня ма шурака фи ахир кулли сана ау шахр ау яум хирсан минхум аля дуния дейді. Жаңа шартты қай уақытта қойылған еді? Таңертең еді ғой. Есеп енді кешке құптаннан кейін болады дейді. Ұйқыға жататын алдында болатын нәрсе бұл дейді. Қараңыздар, мына жақта басталды. Басы таңертең басталды. Таң намаздан кейін 1 сағат отырып шарт қойдық қой нәпсіге. Шарт сен байқа, кешегідей болмасын енді. Құдай кешірсін енді, субханалла, кеше қанша болмайтын нәрсеге айналысып қалыптық. Бүгіннен ондай болмайды. Бүгіннен деп кәдімгідей өзің жоспарыңды қойып тастайсың. Бүгін иншалла мынаны істеймін, намазға шейін, 5-ге шейін, 5-ден кейін Құдай қаласа, 5-ді оқып аламын да, обедімді ішіп аламын да, одан кейін асырға шейін мынаны істеп тастаймын. Түсіндің ғой? Деп шарт қойып, нәпсіні соған қарап тәрбиелеп тастайсың. Екінші процесс, амал 5 уақытта келді, оны қадағалап жатқан процесс. Үшінші процесс қашан болады дейді? Амал жасап болғасын есеп кешке болады. Кешке болады ол. Есеп алу уақыт қай уақытта десе, кешке болады екен. Құптан бітті. Кешке ұйқыға жатар алдында мүмкіншілік болса 1 сағат уақытында соны ажырат дейді. Мүмкіншілік болса әрине. Не істейсің? 1 күндік уақытында бүгінгі мысалға есебін алып аласың. Қалай болды? Дұрыс болды ма амалдарымыз? Қай жерде мен қателік жіберіп қойдым? Қай жерде тағы нәрсе істеуге болатын еді? Деп сол кешке есебін алатын уақытын сол уақытта болады. Бұл жаңа саудагерлердің мысалы секілді дейді. Саудагерлерді күндік, айлық, жылдық өздерінің есептері болады дейді. Әр сонда не біткен кезде соңында есеп алып отырады. Жаңа серіктестер, саудагерлер. Соның мысалы секілді болады дейді. Енді есеп алған кезде бірінші парыздан есеп алу керек екен. Бірінші парызды іздеу керек екен. Нені іздеу керек бірінші? Парыз. Бүгін анау нәпіл намаз оқыдым ба, оқымадым ба деп емес. Бірінші парыздар оқылды ма өзі, қалай болды? Қаза болған жоқ па ешқайсысы? Деп ең бірінші парызды есебін алу керек екен. Кейін парыздың бәрі дұрыс болған болса, одан кейін барып, одан кейінгі сүннет, нәпіл, қосымша амалдар, жақсы амалдарын бетеп қарайды екен. Ол парыздар қаза болып жатыр, қалай болса солай оқылып жатыр, бір-біріне жинап оқып, мысалға да, мына жақта мән бермей жатыр. Бұл жақта қанша нәпіл, қанша қосымша амалдар ешқандай парызға жетпейді олар. Қанша нәпіл ораза жасасаң істей бер, Рамазанның оразасы жетпейді. Қанша намаз оқысаң оқи бер, парыз намазға жетпейді сауап. Ол сондай нәрсе ол. Өйткені аты айтып тұр, ол парыз. Құдайдың парыз етіп қойған амалы. Яғни істесең өте үлкен сауапқа кенелесің, істемесең өте үлкен өкініш болады. Ал мынау нелер нәпіл деп жатқан қосымша амалдар енді. Қосымша тағы да уақытым бар, мүмкіншілігім бар, қоса берейін. Бонус, қосымша істей берейін деген амал болады дейді. Төртінші түрі, демек үшеуін өттік. Бірінші қалай болды нәпсіге байланысты? Амал жасамай тұрып оны есептейміз, шарт қоямыз. Екінші түрі? Бастамай тұрып нәпсіні бақылау. Амал жүріп жатыр, амал басталып кетті, ішінде оны бақылаймыз. Орысша айтқан кезде контроль жасаймыз дедік қой. Оны бақылаймыз. Қалай жүріп жатыр? Дұрыс кетіп жатыр ма? Үшінші түрі? Амал бітті, альхамдулилля, қабыл болсын. Амал бітті, енді оны қарау керек. Оны қарау керек. Жаңа намаз ақшамда байқап қалдым, бауырымды қазір көрсем айтам, ол жігітті жалпы көрсем айтам. Ақшам намазын жаңа біз несіне кешіріп келдік. 3-ші ракатқа келдік та, жаңа.
Қараңыздар. Енді имам сәлем берген кезде біз не істейміз? Тұрып тұрамыз. Фатиха оқимыз ба? Замсыр оқимыз ба, оқымаймыз ба? Оқимыз ғой. Кейін рукух сәжде қыламыз. Кейін тұрасыз отырамыз ба? Сіз үшіншіге рукуға ілінбедіңіз ғой, иә? Жоқ, үшіншіге үлгергем. Үлгерсеңіз отырасыз. Міне айтып келген жер осы жер еді. Жаңа бауырымыз, мен жаңа бір ракат өзім оқып келген екен, отырдым. Мен үшін алғашқы отырыс енді болды. Ана бауырымыз оны қараған жоқ. Екеуміз бірдей бардық та өткені. Ол тұрып кетті. Ол қалай оқыды мен білмеймін оған. Бірақ байқағаным, ол тұрып кетті. Отырған жоқ. Бұл не нәрсе? Демек, бұл бауырымыз, мына дәріске байланысты, ол амал істеп жатқан кезде ол да мұрақаба болып жатқан жоқ. Яғни ол бақылап жатқан жоқ. Ол неше ракатта кіргенде есінде жоқ қоймаймын да, менімше. Ол қалай оқылғанда білмей тұр ана жігіт. Имам сәлем берді, екеуміз бірдей орнымыздан тұрдық. Мен жаңағыдай Фатиха Зам сүресін оқыдым да, рукух сәжде, мен ат-тахиятқа отырдым. Ол отырған жоқ, ол тұрып кетті. Қара. Енді намаздан кейін мен есеп алдым ғой өзімнен. Сол кезде есіме түсіп отырған жігіттің сөйтіп қойған. Ол жігітті сол амалдан кейін өзіне есеп алса, қалай болды жаңа ақшам намаз дұрыс болды ма? Деп есеп алса көрінетін бәрі. Көріп алса, бұл қаншалықты бізге керек екендігін, егер кішкене сәл кідіріп арқамызға бір қарап қоймаса, қалай болды деп. Алғарап шауып кетерге болмайды. Өйткені бұл жерде бізге саны емес сапасы керек. Яғни Алла Тағала қабыл етсін амалдарымызды сапалы орындауымыз керек. Әрбір амалда. Әзір орындалды ма, орындалды. Қабыл болсын, Аллаху акбар деп бүйтуге болмайды. Сапалы орындау керек. Сапалы деп жатқан соның парыздары бар, рукундары бар, уәжіп амалдары бар ішінде. Соның бәрі толық орындалу керек. Осы нәрсені орындалды ма, орындалмады ма, сен білесің қашан? Амалдан кейін егер үшінші нәрсені іске асырсаң, есеп алсаң. Мен жаңа осындай амал жасадым, қалай болды жалпы? Дұрыс болды ма әдір? Ана парыздар орындалды ма? Уәжіптер орындалды, қалай болды? Егер дұрыс орындалған болса, алхамдулилля, Алла қабыл етті. Атыр деп, ол жақсы екен. Міне үшінші амал сол еді. Енді төртінші түрі муақабатын нәфс аля тақсириха. Төртінші түрі нәпсіні аз амал істеп қойса жазғыру. Мысалы жаңа айтты, заводта айдек, заводта таңертең 9-дан кешкі 6-ға шейін 8 сағат қой. 8 сағат жұмыс істеу керек еді. 8 сағат жұмыс істеу керек еді. Жаңа есебін алып қараса, ол адам сол 8 сағаттың ішінде қайта соны істемеген да ол. Ол 8 сағаттың ішінде 3 сағат па жақсы жұмыс істеген. Қалған 5 сағат былай-былай кеткен ғой нерде. Қайта-қайта обедке шыға берген, қайта-қайта темекісін шеккен, жүрген, ары-бері әңгімелескен, телефон қараған, камерада көрініп тұрған оған. Яғни бір жұмыскердің примерін деп атында мысалға. Яғни ол істейтін нәрсенің негізгі несін істемеген. Норматив. Яғни негізгі таңертең 9-дан кешкі 6-ға шейін әрбір жұмыскер жаңа заводта не істеу керек еді? Жұмыс істеу керек еді. 8 сағат еді. Оларға берілген тапсырма сол еді. Бірақ оны кейде бүйтіп есебін бүйтіп жаңа контроль болды ғой, бақылады бұны. Яғни таңертең жиналыс болды да, бәріне жиналыста тапсырманы берді заводта. Давайте, бүгін әркім осында жұмыспен айналысасыңдар. Жаңа не бойынша, дәріс бойынша. Кейін екінші не болды? Екінші жол қалай еді? Бақылады оны. Ішінде біреуін жеке-жеке бақылап жатыр, жаңа заводтың басшылары. Қарайшы, осы жігіт қалай жұмыс істейді осы? Деп камераны бітіп қарап отыр. Әр уақытта жазылып тұрады ғой камерада. Секунд, минут бәрі жазылып тұрады камера, дұрыс па? Сөйтіп өзінің монитордан бөлмесінде кешегі не бойынша қарап отыр. Мына жігітті қалайшы, осының деласын көрейші. Қалай жұмыс істеп жатыр мына жігіт? Таңертең ровно 9-да болыпты жұмыста, жақсы. 9-да жұмыс басталды, жақсы. Кейін қалай болып отыр? Уақыттарын қарап отырса, 3 сағат жақсы жұмыс істеген де бала. 3 сағат кәдімгідей кіріскен. Кейін не болды? Қарап уақыттарын қараса, қалған 5 сағат былай-былай кетіп қалған ғой да. Бұны қалай білді олар? Мына үшіншісінен біліп қойды. Есеп алды ғой? Жоқ, бақылау жұмыс барысында еді ол. Үшіншісінде есеп алды одан. Енді төртіншісі мынау дәріске қатысты жері,
Енді оны жазғыру, бергел. Сен мына болмайды мынау. Сен өзің жеп жатқан тамағыңды харамдамасайшы. Саған харам болады. Яғни сен мені жалақы алып сол жалақының хаққысы деген бар. Сен бала шағаңа жететіндей болып, көңіліне шығатындай жалақы беріліп жатыр ма саған? Алхамдулилля беріліп жатыр. Солай ғой. Яғни біз тараптан ондай не жоқ қой келісім бойынша. Жасалып жатсыздар жақсы. Енді сен жақтан біз жаққа жасалынбай жатыр ғой онда. Не болды? Мұны камераң қара. Сен жұмысқа келесің әр күні. Кейін сенің туралы біз тағы басқа күндерінде зерттеп көрсек, сен сондай екенсің ғой. Деп оған не істей береді? Ескертіп береді. Яғни ол не істеген ол? Яғни берілетін 8 сағатты не істемеген? Дұрыс пайдаланбаған. Дәл сол сияқты күнімізде 24 сағат жаңа айттық, 2 сағат қолшылыққа жарайды кетті. Қалған 22 сағат не болып отыр бізде? 22 сағатта не істеп тастауға болады бізге? Жарайды, оның үстіне жұмысқа барып келдік, жарайды. 22 сағаттың 8 сағатын алып тастаңдар. Қанша қалды? 14 сағат қалды. Так, 14 сағаттың қанша уақытын тамаққа жібереміз? 2 сағат па? Жарайды, 2 сағат кетті. Не сағат қалды? 12 ма? Тағы не жібер? Қайда жібереміз тағы да? Түнгі ұйқы бар. 7 сағат дейді. Негізі маман айтып 7 сағат дейді. 7 сағат. Қой 5 сағат ұйықтайтын рас шығар. Норматив 7 сағат деп отыр мамандар. 7 сағат толық адамға организм бәрі орнына келетін 7 сағат деп отыр. Мысалға деп отырмын. 5 сағат қалды. Аржанда қанша уақыт қалды? 5 сағат. 7 сағат қалды ғой. 5 сағат. Жаңа 14-ң екеуін тамаққа жібердік қой. 5 сағат қалды. 5 сағат қалды. Енді 5 сағат қайда кетті деп қарасақ, жарайды, осыған дейінгі уақыттың бәрі әйтеуір жаңа жұмысқа кетіпті, құлшылыққа кетіпті, ұйқыға әйтеуір кетіпті, тамақ әйтеуір жеу керек кетіпті. 5 сағат сенде запаста бар. Ол қайда кетті? Деп есеп ала бүйтіп қарасақ, 5 сағат жаңа кеткен былай. Қыдырумен, жүрумен, футбол көрумен. Ау? Телефон шұқылаумен, әңгіме айтумен, шай ішумен, тамаққа ішін бір шай болған, тамақтың ішінде екінші шай кеткен, тамақтан кейін үшінші шай келген. Кете берген ғой уақыттар осылай. Мысалға деп жатырмын, 5 сағат. Енді жазғырасың нәпсіңді. Нәпсі болмайды мынау. Құдай кешірсін бізді. Әрбір күнім менің осы 5 сағатым жай кете берсе былай, оны айға, жылға, өміріме есептесем 5 сағаттарым каждыйынан. Менің мынанша Алланың өлшеп берген өмірімнің мынанша пайызы жай былай кеткен ғой, Алла Құдай сақтасын мен деп, адам не істейді? Сол, яғни амалының сол істелінетін мерзімде істелінбей қалғанына жазғыру деген нәрсе бар да. Оны жаңа айтты ғой, жаңа бизнес жұмыста болсын, басқада болсын, өзінің уақыты беріліп істемеген кезде ол завод банкрот болады. Ойлаңыз, 180 адам жұмысқа алған, әрқайсысы жаңағыдай 8 сағаттың, 3 сағаттың жұмысты 5 сағат былай кетіп жүрген болса, әрқайсысынан оларына 8 сағат ақша төленіп жатыр. Завод не болады? Банкрот болады ма, ол дамиды ма? Адам да қияметте банкрот болады өсіп. Яғни өмірінің несін пайдаланбаған. Алла тағала оған көп ресурстарды беріп қойған, үлкен нығметтерді берген, ол пайдаланбаған. Жай болмайтын нәрсеге бүйтіп жүре берген, ол адам қияметте банкрот болады. Алла қатты өкінеді дейді. Қараңыздар, ол өкіннің басында жаңа кім тұрады? Нәпсі. Нәпсі оны сөйткен. Ой, денеңде хақысы бар, енді не өзіңді қинай бересің? Мен сондай ғой деп, күніге оған салсаң, күніге адам демала берсе, күніге тауға шығып қыдыра берсе, күніге жүре берсе де. Нәпсі тоймайды. Имам Шафии рахмаллах айтады: "Нафсука иллам ташғулуха бил хаққи, шағалтака бил батил" дейді. Имам Шафии рахмаллахтың сөзі, Имам Шафии, білесіздер, 4 мазхабтың бірі Имам Шафии мазхабы. Сол Имам Шафии радхiyallahu анху айтады: егер нәпсіңді пайдалы нәрсемен шұғылдандырмасаң дейді, нәпсі сөзсіз күнәмен шұғылданады дейді. Ол сол нәрсе дейді. Не дейді? Нәпсіні пайдалы нәрсемен бағыттап шұғылдандырмасаң, айналыстырмасаң, не болады нәпсі дейді? Оның орнына, сауап нәрсеге бағыттамадың, жаңағыда не жоспар жоқ, ешнәрсе істетпей жатсың. Нәпсі міндетті түрде оны күнәмен толтырады орнын дейді. Міндетті түрде. Өткен уақыт деген қалдық қойып қалатын нәрсе емес қой. Уақыт қалдық қойып жиналып қала бермейді. Мысалы, бүгін 5 сағатын қалды, жаңа айттық қой. 5 сағатын ешнәрсеге қолданбасаң,
Имам Шафи айтып жатыр, ол 5 сағатын міндетті түрде күнәмен өтеді дейді. Міндетті түрде бос нәрсемен өтеді. А бос нәрсе күнә ол. Ешқандай пайдасы іздемей кетіп қалған. Әрине ол 5 сағатты жаңағыдай тағы бір ғылымға жұмсасаң, или спортпен айналысып та, атқа мініп, немесе бір дәріске қатысып келіп, бәрі уақытым бар ғой, жұмысқа барып келдім, тамағымды ішіп алдым, намазымды оқып алдым, немесе бала шағамен кішкене көңіл бөлейін, қыдырып, ол пайдалы нәрсе оның бәрі. Бірақ 5 сағат, бүгін ешнәрсе істемей ақ қойын, пока сен тұра беріңдерші деп тұрмайды ол нәрсе дейді. Міндетті түрде ол 5 сағатың не пайдалы нәрсеге істетесің сен, немесе автоматически ол басқа нәрсе кете береді дейді. Міндетті түрде нәпсі оны күнә істетеді бірақ дейді. Міндетті түрде нәпсі оны күнә істетіп қалады дейді. Көрдіңіз ба? Не сен бірінші қимылдап қалсаң, оны бағындырасың, сен қимылдамай қалсаң, ол сені бағындырып алады деп жатыр ғой, былайша айтқан кезде. Үшінші нәрсе жоқ дейді. Бұл төртіншісі еді. Демек қайталап әрдайым қайталап жатқан есімізде қалсын деп жатырмын. Қазір бесіншісінің соңғысын өтеміз. Бірінші не еді? Шарт қою, амал жасамай тұрып, оны қарап, бәрін қарау керек. Амал басталып кеткенсе, оны бақылау керек. Үшіншісі, амал біткеннен кейін оны есебін алу керек. Төртіншісі, сол есебіңді алғаннан кейін кемшіліктерді көрдің ғой. Енді нәпсіні жазғыру керек. Нәпсі бүгінде дұрыс болмапты ғой бізде. Не мынау? Деп, яғни көп істеп қалатын нәрсе қуыс болып қалғанын көрдің. Есептің арқасында, рахмет, сол есеп алғанның пайдасы болды. Сен біліп жатсың, енді қуыс қалған сенде. Сол нәрсені сен есептен біліп қойдың. Сөйтіп нәпсіңді жазғырасың. Бесінші түрі, енді соңғысы мұжахадат нәпс. Бесінші түрі нәпсіні енді жігерлендіріп, енді оны күшке саласың енді. Нәпсімен күресесің былайша айтқан кезде. Өткен жаңағы процестен өтіп келе жатырық, жаңағы жоспар жасап шарт қойылды, амал жасалынды, есеп алдық. Төртінші түрі қандай еді? Жазғырдық, ол бізден таяқ жеді. Ескерту бердік оған. Нәпсі болмайды мынау дедік. Сөйтсек, бесінші түрін жасамаса, ол нәпсі уже бағынбай жатыр бізге. Семіріп кеткен ғой, құтырып кеткен. Жоқ, мен ондайға ұнамайды маған. Маған неприятно ондай болмайды деп кәдімгі мінез көрсетіп тұр да нәпсі. Енді бесінші түрмен күресесің енді. Жоқ, әңгіме ондай болмайды, сен бері кел. Біз келіскенбіз басында. Сен неге келісің бұзып жатсың? Деп енді мойнын қайырып тұрып, нәпсінің шырылдатып тұрып, енді жұмысқа саласың оны дейді. Онсыз болмайды. Өткен бір ағамыз айтады. Мынау тахажжуд намаз оқу арман екен ол кісіге. Бірақ оқи алмайды екен. Күніге будильник қояды екен, ұйықтап қала береді. Қояды биыл. Сөйтіп, нәпсімен күрескен түрін қараса ол кісінің, Алла разы болсын. Үлкен жаста кісі екен. Сөйтіп, жаңағыда планның бәрін жасаған ғой, мына дұрыс дәріс сияқты келген ол кісі. Бәрін жасап қойған, түнде будильник шырылдайды екен да, өшіріп ұйықтайды екен. Бұл бірінші күн процесс сондай болған. Қайтып тұрдым да өшірдім деп ұйықтаған ғой. Екінші күн сағат ана жерге қойып қойыпты. Ана жерге. Шыр ете қалады. Тұрады да еңбектеп барып өшіріп қайтып келіп ұйықтайды екен. Қайта болсын істедім, жақсы болды. Үшінші күн ана жаққа алып қойыпты. Енді орнынан тұрып барып өшіріп келетін жер екен да. Үшінші күн соны істепті. Өшіріп қайтып келіп жүріп келіп ұйықтайды екен. Төртінші күні жаңағы дәретхана қойып қойыпты сағатын. Шырылдаған дәретханаға барып өшіріп кепті. Бесінші күні дәрет алып келіп ұйықтапты. Шырылдаған, барған, дәретханаға кірген, дәретін алған. Тахажжуд намазға алынатын дәрет қой енді. Дәрет алыпты да қайтып ұйықтапты бірақ. Нәпсі осыған молодец. Қайта болсын істейікші деп. Алтыншы күннен дәрет алып келіп намаз оқып, одан кейін ұйықтадым дейді. Содан бері тахажжуд жібермей жатырмын дейді, субханалла. Қара нәпсін қалай тәрбиеледі ол кісі. Нәпсімен күресті ол кісі. Жеңді ме нәпсісін? Иә, жеңді. Ал нәпсін жеңбесең, онда ол сені жеңеді. Иә? Көрдіңіз ба? Бесінші түрі қандай екен? Нәпсімен күресу. Мынау Расул салам сол отан қорғау соғыстарының бірінде ғазават деп айтылады. Сол ғазаваттан келе жатқан кезде Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху, "Я Расулалла, біз үлкен ғазаваттан келе жатырмыз" деп айтқанда, үлкен жорықтан келе жатырмыз деген кезде, Расул салам айтқан, "Я Омар, біз кіші жорықтан үлкен жорыққа кетіп бара жатырмыз" деп айтқан. Кіші жорық деп ана соғыста айтқан Расулалла. Үлкен жорық деп нәпсін айтқан пайғамбар дейді ғұламалар. Өйткені дейді, анау недегі жорықтағы дұшпан көзге көрінеді деген де ғұламалар. Және ол дұшпанды не тоқтататын жағдайлар болды.
және соғыстың басталуы бар, аяқталуы бар деген де уақытта. Отан соғысында 41-де басталды, 45-те аяқталды ғой. Дұрыс па? Фашистерді ата-бабаларымыз көріп тұрып атты, сағын сындырды, соғыс бітті әлхамдулилlah. Алла соғыстан Құдай сақтасын. Үлкен жорық деп атқан деген, бұл нәпсі дұшпан көрінбейді дегенде көзге. Фашистер көрінді ғой көзіне. Көрінсе қуып жүріп атты ғой олар. Нәпсін сен қалай атасың дейді, қалай өлтіресің оны дейді. Нәпсі көрінбейді деген. Және бұл нәпсі өлмейді дегенде, ол бітпейді деген. Яғни өмір бойы сен онымен күресесің деген. Үлкен жорық, кіші жорықтан үлкен жорыққа кетіп барады, я Омар дегенде пайғамбар алейхиссалам. Яғни өмір бойы бауырлар, бұл нәпсімізбен күресу деген бесінші несі өте ауқымды мәселе. Нәпсімен күрескенде ғана сен бір нәрсеге қол жеткізесің. Нәпсімен күреспесең, не құлшылықта жоқ, не бизнесте жоқ, не амал жоқ, не басқа жоқ. Нәпсімен күресіп қана адамдар қол жеткізіп жатыр ғой нәрселерге. Яғни нәпсімен күресіп балалар менде Құран жаттап жатыр машалла. Бұлардың нәпсі шындап жатыр, балалар оңай емес Құран жаттау. Басында бәрі қызық көрінеді. Кейін жалығады адам Құран жаттап, оңай емес. Күніге сағаттап Құран жаттап отыру, адам оған да жалығады нәпсі. Нәпсі шырлайды ана жерде. Бірақ балаларға Алла қуат берсін, жеңіп жатыр ғой нәпсілерін. Нәпсін жеңіп, балалар қазір соны альхамдулилля жүректерін Алла мутмайын қылсын, не? Ұстаздарға Алла күш қуат берсін, альхамдулилля медресе жүріп жатыр. Солай ғой. Кез келген мәселе өздеріңіз алып қараңыздар. Кез келген жаңа анау студенттік өмірімізден бастап болып қарасақ, нәпсіміз шырылады ғой уақытысында. Студент болып жүрген кезде кейде ақшаң болмайды қалтаңда. Кейде анау ақшаң тұрады, не оған автобусқа міну керек проездге. Немесе анау университетте қарны ашқан кезде оған пирожки жеу керексің да. Сондай моменттер болған. Сол кезде жаяуге барған кездеріміз болған. Ана ақшаны барып пирожки жейін одан гөрі. Аяғымен кішкене уақыт ерте шығасың да, неден жатақханадан ертерек шығасың бірақ. Жету керек қой жатақхана. Ақша жоқ. Енді сондай ғой, солай нәпсіңді күреспесең, онда сен университетті бітіре алмайсың ғой. Ана басқа кейбір достар жаңағыдай оқымайтындар неге азғырып сен неге шақырады? Жүрмейміз ба, қыдырмаймыз ба деп. Нәпсің давай кеттік дейді. Қой деп Құдайдан қорқып, нәпсіңді шырылдатып, отырғызып қой, сау оқисың түнімен. Сондай кезеңдер болды. Мысалға да, демек сондай нәрсе екен, нәпсіні жеңгенде барып, сен бір жетістікке жетесің. Ондай болмайды, әлі нәпсімде молодец сенде жүре бер параллелен. Сен менде дос болып жүре берейін, мына жақта менде бәрі жүре берсін. Жоқ, ондай болмайды. Не мына жақпен боласың, не мына жақпен боласың. Егер мынаны жеңсең, сен мына жаққа жетесің. Мынаны жеңе алмасаң, мына жаққа ешқашан жеткізбейді сен. Міне қаншама студенттердің жастарға соны көп айтуларымыз керек қой, інілерімізге, қарындастарымызға. Сол нәпсінің жетегінде жүріп, өздеріне берілген аманатты орындай алмай қалады. Уақыт өтіп кетеді, 4 жыл деген бірден зуылдап шығады да. Бетіп оқулар жүре береді, зачетін бетіп жауа салады. Кейін бітіргеннен кейін дипломын береді. Сөйтіп өздері жұмысқа барғысы келмейді. Диплом салып қойды, басқа салаға кетіп жатады. Неге? Өйткені ол өзі де біліп тұр, оның маманы емес бұл. 4 жыл бекерге уақыт өтті. Жүрді, қыдырды, нәпсі оны апарды, әкелді, бәрін көрсетті. Бірақ негізгі мақсатқа жеткіздірмеді оны. Екінші біреу бар, оларға берілмеді, қосылмады. Нәпсі шырылдаса да, қой мен сабақ оқуым керек, әке-шешемнің аманатын, үмітін ақтауым керекпін деді де, ешкімге нетпей, мән бермей, телефонды сөндіріп тастап сабағын оқыды. Келесі күндегі сабаққа дайындалды, кітабын қарады, көзінің майын тамызып, мысалға деп жатырмын да енді. Ондай балалар мықты мамандар шығып жатырмын. Сондай болу керек дейді мамандар, әрқайсымыз сондай болуымыз керек екен. Әрқайсымыз өзіміз таңдаған мамандығымызда біздер жұмыс іздемеуіміз керек екен. Яғни сенде сұраныс болу керек екен. Адамдар сені іздеу керек. Бірге жұмыс істесек бола ма, сізбен контрактпен, договормен бола ма, сондай мамандарды іздейді екен. Егер ол адам жаңағы нәпсін сындырып, егер соны игерген болса. Нәпсін жеңе алмаған адамдар жұмыс іздеп кетеді екен. Әр күнге барып есігін қағып, көке-жәкесін звондатып, нешек жұмысқа аласыңдар ма, жұмыссыз жүрген деген адамдар, демек ана адам нәпсін жеңе алмаған адам да ол. Өйткені ол кез келген кәсіпорын, кез келген мекеме, ол шынымен соның хаққысын берген маман болса, оны жүргізіп қоймайды. Айтады ғой, алтын ненің астында жатпайды дейді ғой, жердің астында. Ол бәрі алтын болып шыға береді екен бәрі. Қанша оны лай нетсе, бәрі алтын ғой ол. Сол сияқты әр саланың мамандары жаңағыдай нәпсін жеңіп игерсе, мамандықтарын әрине, ол адамға сұраныс болады екен. Ол адам ойланады, мына жұмысымен істесем ба, істеспеймін ба?
мынадан гөрі мынау абзал шығар деп мүмкін мынаға отказ беріп мынаған жұмысқа кіруі мүмкін. Өйткені уақытта оған сұраныс бар. Сұраныс болған жерде бұл да өзінің ультиматумын қоя алады. Жақсы, мен сендерге жұмыс істейін дейді. Бірақ шартым бар мен, мынандай дейді. Жалақым мынанша болу керек. Мен өзде намаз оқитын кезде мүмкіншіліктер болу керек. Мен намаз оқимын еткені. Көрдіңіз ба? Ойбай, намаз оқисың ба? Бәрін істеп беремін саған. Жұмысқа келсең болды дейді. Неге? Өйткені мықты маман екенін көріп тұр ғой. Көрдіңіз ба? Сол үшін бауырлар сондай нәрсе екен. Бүгінгі дәрісіміз осы 5 нәрсенің аясында болды. Нәпсіге қатысты күрес, нәпсімен күресу тақырыбына ұзақтау екен. Жалпы қысқартқан түрін айтып бере салдым. 5-ші түрі жаңа не екен бұл? Нәпсімен күресу. Онсыз болмайды. Нәпсімен күресіп қана намаз оқып келе жатырмыз. Нәпсімен күресіп ораза ұстаймыз ертең иншалла. Міне Рамазан келеді, көп жеткізіңіздер. Былтыр денсаулығына байланысты жалпы ораза ұстамаған адамдар да қазірден бастап ниет қыла берсін. Нәпсімен күресін. Былтыр маған дәрігер ұстама деп айтқанда биыл оны айтуға болмайды. Өйткені Алла Тағала бізге не нәрсені парыз еткен болса, ол жерде біздің пайдамызға шешілген де. Алла былтыр істей алмаған едім. Биыл нәсіп етші, мен ниет қылдым ораза ұстауға. Деп денсаулығы жоқ адамдар да ниет қылсыншы, Құдай қаласа Алла оларға шифа береді. Иншалла ол адамдар аяққа тұрып кетеді. Дертінен аяқ кетеді. Ал нәпсімен күреспесең, нәпсі адам жатқыза береді. Жоқ, ұстамай-ақ қой, саған ұстауға болмайды. Дәрігер былтыр сөйтіп айтқан саған, сен сондай сахарың бар деп айтқан, давлениең көтеріп кетеді деп айтқан, бірдеңе деп айтқан деп, нәпсі адамды жаман неден, жақсы амалдан тоза береді, кешіктіре береді. Кейін. Бірақ дәл сол науқас адамды күнәға ой тағады. Күнәда отказ жоқ бірақ. Дәрігер айтқан еді, сен темекі шекпе деп айтты, жоқ, шеге бер дейді. По-любому өлесің дейді. Шексең де өлесің, шекпесің де өлесің дейді. Енді арақты көп іш деп айтпаймын, ұрттап тұр, бір арақтың да деп пайдасы бар ғой енді. Дәрігерлер айтты ғой. Арасындағы тамақтың несін тәбет, ауызбілля бар ғой ше. Харам нәрсені ой реклама жасайды ол. Сен ауру емес, сау адам сияқты реклама жасайды, пайда жағын бәрін алып, зиян жағын айтпайды. Сол үшін бауырлар ол соңғы нәрсе. Нәпсімен күресу деген нәрсе ол бітпейді. Әрдайым 24 сағат бойы нәпсімізбен күресеміз. Бірақ нәпсін жаңа айтқандай, жеңсе, Құдай қаласа, нәпсі бізге көп жақсы амал істетімізге септігін тигізетіндігін айтқан. Субханака астағфирука ва атубу илайк.